шап. Не той болайын деп жатыр дейді? Білмеймін, құдалық дей ма сонда дейді ғой. Қой, құдалықтың өзіне осынша дайындалып жатыр ма сонда? Солай болып тұр ғой. Мә, естідің ба? Қазір 2 КамАЗ гүл келеді дейді еще. Оны не істемекші? Білмеймін қаяққа келетіндерін. Еще біздің жүргеніміз мынау 4 күннен бері үй көрмей, таңнан кешке дейін. Өзіміздің тойға бүйтіп дайындалмаймыз ғой, Дұрыс қой, сен тойында ақша төлемейді ол бізге. Ол да бар. Ақша демекші, мыналарда ақшаны берген жоқ қой. Өткендегі заказдың ақшасын алған жоқпыз ғой. Басекең келсін, мен сұрайым. Сұрашы? Сұрайым. Білдей бір той ұйымдастыру орталығында жұмыс істейміз. Бір тиын жоқ. Барып магазиннен нормальный продукт алып жеу керек еді. Күнде тойдың сарқытын жей бергенше. Еще ана пирог жеп отырсаң, салаттың дәмі шығады. Өткенде халал тойда сараға ішіп, соңында мас болып қаласың. Бірде беуге жүрген ғой ішін. Қайда официанттар қайда? Жүр, қалғандар қайда? Мен сіздерге айттым ғой, тезірек қимылдамасаңдар болмайды деп айттым, дұрыс па? Иә? Қайда? Ана келгеннен кейін, бүкіл тамақтар соға келгеннен кейін, ешқандай тамақ жемеңдер. Біреудің тойы, біреудің құдалығы, ұйымдастырушығым, мен. Жаман сөз кім келеді? Маған келеді. Так что, тез қалған официанттар талындыра тез дайындаңыз. Тез бол жүгір. Жұмысаңдар, жүгірмеңдер. Құрдан көр жүрмеңдерші, өтініш құрдан көр жүрмеңдерші. Жұмыс жасаңдаршы. Мен саған айтам, не істеп тұрсың? Бір күн айналып жүргенге 10 жыл боласың, не істеп тұрсың? Жұмыс істеп тұрсың? Не істеп жатсың? Кілем жайылмаған, стол құрылмаған. Қайда? Қайда деймін саған, ештеңке істелмеген. Не істеп жүрсің, құрдан көр айтшы? Не істеп жүрсің деймін саған, Басеке бір нәрсе сөз. Не? Ақша бересіз бе? Қайдағы ақша? Қайдағы ақша? Мен саған банкоматтың ба? Қайдағы ақша? Жұмыс жаса ақшаңды аласың. Ештеңке істемейсің. Жүресің, құрдан көр, ақша сұрайсың. Не қылған адамды сен ойна, не қылған адамды сен, Басеке алдыңғы заказдың ақшасын сұрап отыр. Соншама айғайлайсыз ғой. Болмай жатыр ғой енді. Айда жылда бір той келеді. Бұрынғыдай той жоқ. Ақша болса бірден береміз ғой. Ақша болмай жатыр. Басеке істемеймін мен жұмысыңызды. Уақытылы ақша бермейсіз. Кетем мен. Мені тастап кетесің ба сонда? Кетем ба енді? Мен сонда өзім осы жерде жалғыз өзім құдалықты өткізейін ба сонда? Өткізіңіз енді. Өтінем. Кетпеш. Кешке дейін шыдашы, ақшаңды тауып берем. Кетпеш, ақшаңды берем кешке. Кетпейсің ба? Кетпеймін. Қаласың ба? Қалайым. Не yaptırsın енді? Сұрам бол. Кілем ұста, стол жина. Айлар қайда, қасында қайда? Қасында тап. Бол. Тапсаңдаршы, менен комиссия келіп жатыр, білем ғой комиссия келеді. Күнде келіп жүрген комиссия ғой немене? Бір қаладан бір ата таппадыңдар ма? Табыңдар деймін сендерге. Табыңдар, алыңдар, жабыңдар, қашыңдар. Саған емес, мына жаққа айтып жатырмын.
Болды, табыңдар, мен қазір өзім келем, тексерем. Өзім келем, давай, болды. Давай. Шай іш. Ой, бірден айтшы сразу, не керек? Шай май демей. Ойбай, ештеңе керек емес. Просто күйеуіме шай бергім келіп кетті. Қош, біздің үйдегі шайдың соңын бәрі Дубаймен бітеді ғой төр. Енді үйге қонақтар келіп жатқанда Дубайға ашып кетпейтін шығармын. Да? Да. Рахмет. Просто магазиннен күшті бір блестящий көйлек көрдім да. Бәсе білмем, осы тегін шай қайдан кеп қалды деп ойлаймын осы. Жарайды, алып берем. Сүтпен ішесің ба? Бірден айтсайшы, не керек? Сол көйлекке под цвет машина көрдім. Сенің сүтің страшный қымбат тұрады екен. Жарайды, алып беретін шығармыз, көреміз. Не тамақ жейсің? Мынауыңа сразу айтам, ақша жетпейді енді. Маған лучше бір рестораннан іше салған арзан түседі, сен тамағын жегеннен бар ғой? Қалай рестораннан? Мен үйге қонақ шақырып қойдым. Азаннан кешке дейін кухнядан шықпай шаршадым, поварларға ақша төлеп тамақ істетіп. Ақша төлеп шаршап жүрсің ба? Өзің істесең бір апта демалатын шығарсың онда сен. Тыныштық па? Тыныштық па болғанда енді қызың да кішкене бой жетіп қалды ғой. Құда-құдағидың қамын ойламаймыз ба? Қашанғы жүре береді? Бір берген шайың дұрыс ішкізбедің ғой сен. Құда-құдағи несе? Кіп кішкенде қуыршақ ойнап жүрген қызыңа құда-құдағи деп әңгімейді. Құтыламай жүрсің ба не қызыңнан? Кіп кішкентай қуыршақ ойнап жүрген қызыңның жасы 23-ке келді. Не может быть. Не может быть, что-то саған сенбеймін что-то. Қазір мен прям өзіне звондайшы Ажардың. Кім ол Ажар? Класстасым Ажар. Ойбай, родная мамочкасы мен білмеймді, класстасың Ажар білетті? Енді сол ғой туған күніне торт пісіріп алып келіп жүрген. И? Сол біледі ғой, бетіне жазып алып келіп жүрген. Туған күні мен 3 жасым құтты болсын деп алып келді ғой өткенде. 23 деп тұрды. Екісін кім жеп қойды? Қош мырза. Жоқ, шынымен 23 келіп қалды ма сонда? Иә. Бәсе, последний время қуыршақ ойнамайды что-то. Не болды? Не болды, мырза? Мырза, тыныштық па? Не болды, мырза? Қалай жылайтын томыт қаптық бар ғой? Ертең ұзату тойында жыламаймыз бен соңында. Ой, ұзатуын тұра тұршы, бірінші аман есен құдалығын өткізіп алайық. Құда түсеміз деп кеп жатыр. Кімдер? Алпамыстар. Алпамыз? Иә. Алпамыз құда? Алпамыз құда түсеміз дейді. Алпамыз құда түсеміз? Қайсы алпамыз осы кім? Меценатшы бай. Алпамысың не? Мен өзім палчаныма құда түсем деп айтып жүрмін мен саған баяғыдан. Кім, Айбектермен ба? Құда болам деп айтып жүрмін Айбекпен мен саған. Қойшы, ол сенің теңің емес. Мен тұрмаймын ғой тең емес дейтін. Бола берсін, Айбектің жағдайы қандай, сенің жағдайың қандай. Ертең құда-құдағи болғаннан кейін алыс, беріс деген бар. Біздікі мына түрімізден тек қана беріс болайын деп тұр ғой. Не надо мне? Енді бізде бизнес-тренингті айтады. Любой жерде оборот болу керек дейді. Сен наоборот қылып жатсың. Бүйте берсек полный банкрот. Қызымыз математикамен ұзатамыз ба немене? Болмаса Нартайларға да айттым. Нартай кім? Ленаның күйеуші кеше ана компанияның бастығы атанды ғой. Еще текті жердің адамы. Біз Нартаймен вообще араласпаймыз ғой біз. Какая разница, сен тұрмайсың, қызың тұрады ғой. Енді тұрмасақ енді кішкене адам деген... Жәнібектерге де айта салдым, көресің ғой енді. Немене қызыңа кастинг жариялап жібергенсің бе сен бәрінен мен? Енді бір құда жақсы, бір құда өкініш орай. Шай құятын шайнектер қайда? Пиалалар қайда? Дайын емес қой, неге дайындап қоймайсыңдар бәрін? Эвент агентство ғой, біздің тойды ұйымдастырады, жалдап қойдым. Ет салатын табақ қайда? Қақылдап айтты ғой, ет салатын табақ қайда? Оның пожарник болып істеген ба баяғыда немене? Айналайындар, ет салатын табақ қайда? Ет салатын табақ қайда? Мен сендерге айттым ғой, әкеліп қой дедім ғой. Етті қолыма салып берем ба? Неге әкеліп қоймайсыздар? Сонша жасын төледік қой, неге істеп қоймайсыздар бәрін? Айтқан соң адам істеп қою керек қой. Тез әкеліңдер. Тез! Саламатсыздар ма? Тез ауысатын жақсы екен, бірақ. Да. Бәрі дайын ба? Все подготовили? Да, все готово, да. Бәрін осылар істейміз? Да. Итак, мен несі так, сен не, конкретно не істейсіңдер? Ну, конкретно как? У вас этот сергосол уже, да? Нет, не сразу сергосолу. Сначала тәтті шай, посмотрим, пообщаемся. Ну, Татиша этот кудалар же, да, будет? Ну, кудалар болғанда, ты смотри, это не сразу кудалар. Ну, важные люди. Ну, просто первое знакомство, там бір араласып дегендей бір. Да, вот кудалар болса, вот так, да, вот примерно будет, вот, чтоб, да, как бы красиво, да, чтоб красиво, и чтоб как-то, и так, чтобы... Конкретно как, не, как? Ну, чтобы этот
как вот? И как? Орысшадан қиналсаң қазақша айта бер, я понимаю. Не, русский удобно. Вот. Ну, конкретно и что будет? Конкретно? Конкретно от вашей дарбазы. От чего? От вашей дарбазы. Дарбазы ше? Аны. Их, ты пошла. Забор. Отхода, что ли, сразу, да? От вашего забора. Ага. До вашего коттеджа. Вот, А чего здесь? коттедж. Коттедж. Разницы нет уже. От забора до коттеджа будет такой кызыл, красная дорога. Вот. Красная дорожка. Ну, все может быть, да. Вот. Сен бір тіл до конца оқымағансың ғой деймін сен, Красная дорожка керек қой. Алпамыс, они же влиятельные. Ну, я не против, красная дорожка болсын. Алпамыс келсін. Вот, который этот Алпамыс идет же. Да? Алпамыс не идет. Нет, идет. Алпамыс не идет, он меценат. Все равно идет же. Қалай сөйлесің? Қалай идет, Алпамыс это өзіміздің үлкен кісі ол Алпамыс. Не, этот красная дорога идет, говорю, вот это, видишь? Да. Сен екі тілдің ортасында қалып кеткен адамсың ғой сен. Енді былай ғой енді. Вот и красная дорога. Дорожка. И около дороги. Около дорожки. Такой кызыл-кызыл, жапырақ-жапырақ, сибелек-сибелек. Да? Не білек дейді? Кубелек. Нет, жапырақ, сибелек-сибелек. Роза, этот... Нормально объясните. Гюль. Кызыл гюль. Такой. Штучный гюль. Ну, как вот около дороги и... Ну, гюль здесь будет вот. Ага. Да? И гюль здесь будет. Ага. И гюль здесь будет. И потом гюль здесь. Гүлма, бұғыма не мынау өзі? Ну, гюль, вот гюль здесь будет. Ага. И потом гюль здесь. И потом гюль здесь. И потом... Гүл здесь. Гүл здесь. Әр жапырақ жеке-жеке көрсіп отыр. В общем, мына жер гүл здесь болады ғой. Оның бағасы да гүл здесь болатын шығар. Мырза, әйелдердің ісіне араласпаш. Какой әйелдер еркек істеп отыр ондан бәрі? Продолжайте. И вот я видела, да, вот... Видел. Какая разница, вот у вас этот алмовый бак, да? Какой бак? Ябловый бак, да? Қандай? Алма бак, да? Алма бак бар, я. Да, вот все этот ябловый бак, мы такой красный бархат материалом, этот всю ябловый бак вот так жоп кроем. Что сделаем? Жоп кроем. Как жоп кроем? Жоп тастаймыз деген ғой. Сен адам миын қинап жібердің ғой сен. Ну, енді... Қолын жауып тастайсыңдар ма сонда? Ну, как вот бархат вот так, да? Ага. Қалай? Вообще, орысша түсінбейтін олар. Бархат здесь будет. Ну? И бархат здесь будет. Ну? И потом бархат здесь. Қолын іліп тастайсың. Да, и потом бархат здесь. И бархат здесь. И потом бархат здесь. Бархат здесь. Бархат здесь. Бархат здесь. Вот. Все, что ли? Нет, қайтадан бархат здесь. Қайтадан бархат здесь. Мұнан телефон жауымаса да тірлігін мықты сияқты. Да. Адал еңбек етеді екен мынау. Да. Бір заказдан кейін бір ай демалады ғой өзі. Этот бархат. И потом бархат здесь будет. Болды ма? Жоқ, обратно қайтадан. Нең бар? Все, түсіндік осы. Болды, все, нормально. Түсіндік, полный мына жердің бәрін бархат здесь қыласың. И конкретно маған бағасы қанша болады? А бархат красиво будет, когда вот ветер дует, все. Конечно, да. Когда ветер будет, это жель будет, и бархат... Адема будет все. Не, жарайды, маған просто бағасын айтшы. 5 миллион болады примерно. Қанша? 5 миллион болады. Жөтелмей қанша болады мынау? Жөтелмесе 45 миллион болады. 45 миллион? Да. 45 миллион? Ну да. Ты что, соображаешь 45 миллион? Ты 45 миллион, это... 45 миллион? Да. А какой гүл здесь пен бархат здеске 45 миллион беремін мен саған? Оригинал же. Я это... Сұрап қой 45 миллионға мен онда бір нормальный рахмин алмайын ба үйге?
45 Какая миллион. раковина мырза? Кешке дейін үлгермейміз. Үлгереміз, ничего страшного. Давай. Не надо, давай. Керек емес, давай. Басқасын шақыра саламыз. Отказ? Да, все, не надо, керек емес. Басқасын шақырып аламыз. Мырза, Полный отказ, да? не успею. Давай. Рахмет саған, давай. Жүре бер. Қыздар, жігіттер, этот отказ той болмайтын болды. Үлгереміз, Да, нормально. Говорят, отказ, да, отказ, ага. Все хорошо. Басқасын тауып аламыз, ничего страшного. Мен кете берейін онда, иә? Давай, жақсы, кете бер. Сау болыңыздар. Болды, мен қазір бірақ. Ұмытып бара жатырмын. Мен кете берейін ба? Давай, жақсы. Мен қазір... Точно кете берейін ба? Кете бер болды. Кетіп бара жатырмын, айтып кетейін. Мен кетіп бара жатырмын. Давай. И сіздердің көршілеріңіз қыздар ұзатылған кезде батыр танисыздар ма? Я? Вот 45 миллионға істетті. Жақсы. Сау болыңыздар, мен кеттім. Біздің көршіміз Батыр 45 миллионға істепті ғой? Батыр ма? Я? Кетіп бара жатырмын. Тоқта, әкім. Мен кетіп қалдым. Жоқ, красный барқы тоқта. Тез ойланбасыңдар, бұтым айырылады қазір. Давай, келсейік, 45 мен берем саған. Давай, бастадың сен. Той алып қойдыңдар ма? Да? Қаншаға? Ого, как раз 50 миллионға. Все хорошо, жақсы. Жақсы, сау болыңыздар. Давай, аспа. Давай, сен жұмысың маған қатты ұнады. Пока ештеңе істеген жоқсың, бірақ уже көріп тұрмын не істеп жатқандарын. Давай, сол 50 миллионды мен ақ берейін саған, давай. Да? Бірақ тура сол батырдікіндегі жасап бер. Артық ештеңе керек жоқ, давай, тура сондай қылып жаса, все. Келістік. Кестік қой? Все, молодец. Рахмет. Кешке келем просто, да? Болды, все, договорились. Хорошо, кешке келіп тексеріп кет. Келістік қой? Жоқ, келістік қой, все. Все. Болды? Хорошо. Давай. Келістік қой? Келістік қой енді. Енді бізге жұмыстың басында кішкене андай перезагрузка, предложение, паспорт. Предоплата? Да, сондай болса. Предоплата ма? Да. Хорошо, все, без проблем. Қанша беріп қойып? Бізде қазір супер акция жүріп жатыр. Егер бүгін полный 50 миллион берсеңіз, той күні бәрін тегін жасаймыз. Классно. Давай бері салайық, зато той күні бесплатно. Вообще тегін. Сен екеуің бір жерде оқығансыңдар ғой деймісіңдер? Хорошо, жарайды, давай, беріп қоя салайын саған. И чтоб артық мен беспокоить етпе, да? Надеюсь, все будет шикарно. Мен барып батырларға айтып келейін, сендер 45 миллионға жасадыңдар, біз 50 миллионға жасадық деп, білсін кімнің кім екенін. Сіз айттыңыз, 50 миллион, аха, деп кетіп қалыңыз, ше? Мен сенбей кетіп қалыңыз. Күшті болады сонда. Мынау сенен жақсы оқыған сияқты. Давай, все, беріп қояйын. Доллар, да? Да, сразу санап ала сал. Все, хорошо. Санап алайын, иә? Болды, давай, без проблем. Ой, $100 жетіспейді мына жерде. Не может быть, сен санадың ба? Иә? Қа санадың? Енді міне. Аппаратпен санап алсың ба, не осы? $200 жетіспейді екен, мырза. Да не может быть $200. Это почти классно. Мен санап тұрмын. $300 жетіспейді екен даже. Қош, не может быть. Енді мен алайын. Болды, санамай қойшы. Сен, кажется, санаған сайын что-то азайып бара жатыр ғой сен. Давай, мен саған, чтоб сразу беріп қоя салайын, чтоб беспокоить етпе, да? Давай. И пырылдатпай санашы, пырылдатсаң азаяды сен. Уже кешке келемін, давай. Бәрі нормально болсын. Хорошо. Хорошо, давай. Хорошо. Орнына істеп қойыңдар. Басеке, Не болды? ақша берді ма? Жоқ, берген жоқ. Берген жоқ па не? Берген жоқ, ана жұмысшыларға деп 300 мың теңге берді, и все. Қанша? 300 мың теңге берді жұмысшыларға Басеке, деп. біз 400 мыңға келістік. Маған 300 мың теңге берді, и все. Балдардан ұят қой енді. Маған не дейсің, 300 мыңға істемесең кет, басқа адамдар тауып алам. Айнура, 300 мыңға рабочий тапшы, маған столдарды жинайтын, палатка құратын. Бар ма? Жіберші, хорошо, давай. Жақа, 300 мың теңге берсеңші. 200 мыңға бар дейсің ба даже? Қойсаңшы, Басеке. Неше жігіт? 3 жігіт. Все, 200 мыңға жібере сал онда, хорошо. Все, хорошо, келістік. 200 мың. 150 мыңға да тауып алады дейсің Қойсаңшы, ба? Басеке. Ақша дегенде өлесің, жұмыс жасамайсың. Давай, работа. Құдалар келді, құдалар! Оркестр, музыку играйте, давайте! Давайте! Официанты где? Айнура, официанттар қайда? Құдалар келді, құдалар келді деп тұрмын, үлгере алыңыз. Гүл жүзесі қайда, бар қыз қайда сен? Қазір. Красный дорожка қайда сен? Уақытынан бұрын келіп қалды, мен Қалай? айтайын. Бәрін Жоқ, жасаймын. іштегі дайын емес қой сен? Құда келді. Алпамыс келді. Алпамыс, ассалаумағалейкум, Алпамыс. Уалейкум ассалам. Қош келдің, Алпамыс. Қалайсыздар, аман есен жеттіңдер ма? Қалай жағдайлар? Денсаулықтар қалай? Жақсы, аман ба? мен Алпамыс емеспін. Алпамыс. Алпамыс. Нартай. Д'Артаньян. Ой, Д'Артаньян емес. Нартай. Нартай жан кешір. Шырамыз қапты кішкене. Жоқ, мен Нартай емеспін.
Жәнібек құда ғой. Жәке, айып етпеңіз. Официанттар қайда, фуршет қайда, су әке, құда келді ғой мына жаққа. Ішке кіріңіз, тамақтайын қазір. Ішке кіріңіз, дастарханға. Жоқ, кешіріңіздер, мен Жәнібек емеспін, сіздер шатастырып тұрсыздар. Мен жай үйдің иесі кім екенін соны білейін дегенмін. Үйдің иесі сіздер ма? Енді Үйдің иесі? Сіз баға? Жоқ, мен емес. Кешіріңіз. Аға, сіз ба үйдің иесі? Иә. Не, ол мен деп айтады қазір. Жоқ, мен ашын мына жерді қарап тазалап жүрген адамыз ғой. Мен таксистпін, әшейін просто осы жерде. Үйдің иесі білмеймін, осы жерде ол кісіні көрмейміз ғой біз танымаймыз. Сіз налоговыйдан келіп тұрсыз ба? Налоговый? Иә, ой, жоқ ой аға, мен налоговый емес, мен жай көшеде жүрген адаммын. Қатысым жоқ налоговыйға. Налоговыйдан емес па? Жоқ аға. Просто жай көшеден. Иә? Сен адам зәресін үшірбе. Налоговыйдан ба? Қожайын, не болды? Зәрем үшірді ғой деймін. Қойыңызшы, ауырмаңызшы қожайын. Охранниктер қайдасыңдар, тез келіңдер. Қалай не болды? Қожайынның зәре ұшып кетті. Келіңдер, тауып беріңдер. Мужской зәре XL. Тез табыңдаршы бол. Аға, кешіріңізші, мен жай кешірім сұрайын деп келгем аға. Сіздің зәреңізді ұшырам деп ойланбадым, шын айтайыншы аға. Мен сізден негізінде кешірім сұрайын деп келіп тұрмын. Мен кешіріңізші. Не үшін? Мен байқаусызда ұрлық жасап қойдым. Жоқ, ұрлық емес, байқаусызда сіздің хақыңызға қол салып қойдым. Түсінмедім, аспай түсіндірші, не? Алмаңызды жек қойдым. Түсіндірейін, мен арықтың жағасымен келе жатқам, қарасам, алма қып бара жатыр. Қызықып кетіп, жүгіріп барып, алманы жегеннен кейін ойланып қалдым. Ой Аллай, бұл біреудің алмасы. Мен рұқсатсыз жеп қойдым. Бұл үшін Алланың алдында мен жауап берем. Ақыретім не болады дедім да, дереу ағысымен барсам сіздің бақшаңыздан түскен алма екен. Сол үшін мен кешіріңізші аға, мен әдейі емес, шын айтып тұрмын аға. Сен бір алма үшін үйсіз қарып жесең вообще кететін шығарсың. Жоқ аға, бұл сіздің мүлкіңіз ғой, түсініп тұрсыз ба? Я, болды, кім, інім, сен мен уақытымды алып тұрсың. Сен не әңгіме айтып, не біз не қонақ үйінде отырған адамыз? Жоқ, түсініп тұрмын ғой. Алла тағала ертең барлық күнәні кешіреді, бірақ адам мен адамның арасында хақысы үшін міндетті түрде сұралады. Сіз бір табан жәннатқа кіріп тұрсаңыз, хақыңыз үшін кіре алмай қаласыз. Ал мен жәннатқа кіргім келеді аға. Давай, уақытты ұстама, сен давай. Есіктің сыртынан жаба сал, біз қонақ үйінде отырған адамыз, давай. Жоқ, түсініп тұрмын ғой, ертең ақырет не болады? Ақыретте сен өзімен, давай. Жоқ, ертең бір-біріміздің жағамызды жыртысатын кез келеді ғой аға. Сен жағыңа жақындамаймын, мен сенге, давай. Уақытсама, болды, рахмет саған, бір алма үшін кешірім, давай, жақсы, кешірдім, болды. Давай, уақыт. Кешірдіңіз ба? Иә, давай, болды. Болды, ең басы мен кешірсеңіз болды аға. Кешірдім дедіңіз. Давай, жақсы аға. Естерден жауасың. Алла жар болсын, той құтты болсын аға. Болды. Бір алма үшін кешірім сұра. Жынды мына бола бұрықтажа. Аға! Сіз жаңа кешірдім деп айттыңыз ғой. Кешірдім ғой енді. Жоқ, сіз жаңа кешірдім деп айттыңыз, бірақ сіз басқаша айтып тұрсыз. Кешірдім ғой, сен әдейі істеп тұрсың ба не? Жоқ, аға, мен сіз шынымен кешірсеңіз болды, маған басқа ешнәрсе керек жоқ. Кешірдім ғой енді, не керек саған? Кешірдім деп айттым ғой, болды ғой. Болды, уақытта ұстап тұрсың сен мен. Давай, кешірдім болды, давай. Болды. Шықшы бар, есім. Аға, сіз неге ашуланып тұрсыз? Енді сен ғой қайта кешірдім ба деме. Немене кешірдім? Жоқ, сіз қалай кешіріп сен немене? Жоқ, кешірдім деп айттыңыз ғой. Кешірдім деп тұрмын ғой. Болды, давай, кешірдім деп тұрмын. Бар, давай. Жоқ, сіз ашуланып тұрсыз. Ашуланған адам демек әлі кешірмеген. Сіз кешірмедіңіз ау деймін әлі, мен шынымды айтқанда. Қалай кешірім сен енді? Қызық болды ғой сен бір. Жоқ, аға, мен кешіргеніңізді қалайын болды. Жарайды, мен қара, болды, давай, қара. Полный, свободный тұр мен. Свободный тұрып кешіріп, қара. Кешірдім болды. Кешірдіңіз ба? Иә, кешірдім мен, қара. Ой, қызық, Алла разы болсын аға. Саған да, давай. Алла сауаптан жассын сізге. Көп рахмет аға. Саған да рахмет. Мен түсінбей қалдым аға, кешіріңіз аға, мені кешіріңіз. Ең басы сол ғой аға. Кешір адам. Аға! Жоқ аға. Сен уже мен бітті қаным ұшмасың сен мен. Кешірдім деп айттым ғой саған, кешірдім енді, кешірдім, қалай кешірдім сені? Жоқ, түсініп тұрмын ғой, кешіргеніңізді біліп тұрмын ғой, бірақ аға сіз неге жылап тұрсыз? Сен ғой кешірді де қайтып. Жоқ, кешіргеніңізді біліп тұрмын ғой, бірақ сіз неге жылап тұрсыз сол үшін? Мен жыламай қайтып кетсем. Мен кешіріңізші, мен сіз жылатам деп ойламадым аға. Мен жылап тұрған жоқым, мен просто күліп тұрмын. Ой Алла. Күліп тұрмын мен.
ой, рұқсатсыз бір алма жеймін деп үйдің несін жындығы қойдым. Аға, мен жынды қыламын деп ойлаған кешіріңізші аға, мен жынды Сен жындыған жоқсың, мен өзім баяғыдан жындымын мен. Алма еккен мен жындымын негізі мен. Жоқ аға, мен... Ана бәрін жауып тастаңдаршы арықтың бәріне. Алма ақпайды қып тастаңдаршы ананың бәрін. Қайда ғана ектім мен. Жоқ аға, сіз мен кешірсеңіз болды. Мен кешірдім ғой мен сен. Нең бар еді, мен алмамды жеп, басқа алма таппай қалдым. Жоқ, мен... Қалай кешірем бітті ғой, менде басқа бар еді, жоқ, қалай кешірем сен, мен қалай кешірем. Кешірдім ғой, мен сен... Жоқ. Мен сен кешір алмағаным үшін сен мен кешірші. Неғыл дейсіз аға? Мен сен кешір алмағаным үшін мен қалай кешірем, мен білмеймін, басқа сен мен кешірсен, бұдан кейін қайталанбай жоқ аға, ең басты кешірсеңіз болды аға, мен сонсыз дұрыс түсінбей тұрма деп. Кешірдім ғой, қалай кешірем. Болды аға, мен кете берем аға. Жақсы аға. Рахмет. Алла жар болсын аға. Рахмет. Аға, бір сөз. Жоқ аға, түсінтіріп сіз мені кешірдіңіз. Бірақ болады ғой, адамды кешіресің, бірақ мына жеріңде бір нәрсе қап қойған сияқты. Көкейіңде бір нәрсе қап қойған сияқты. Жоқ, қамат менде болды, полный кешіріп тастадым сені. Алла жар болсын аға, рахмет. Ең бастысы осы ғой, бір-бірімізге кешірсек. Аға, жақсы, мен кеттім аға. Сау болыңыз аға. Алла разы болсын сізге. Аға, сіздің жүрегіңіз дүрсілдеп тұр ғой. Сіз кешірмедіңіз ба әлі? Жүрегім сені қатты жақсы көреді сен. Қойыңыз аға, бірден болмайды. Шынымен, сен просто оны білмей тұрсың негізі. Ой аға, болмайды ондай. Сен менімен қатты жақсы көремін. Жоқ аға, сіз мен жоқ аға, сіз мен сен менімен қатты жақсы көремін, сен просто білмей тұрсың. Жоқ аға, мен түсіне алмай тұрсыз аға. Жоқ. Ескеп, есқұлта, ит болса. Жоқ аға, сіз мен түсінген жоқсыз. Мен түсіндіріп айтасыз. Қожай, не болды? Қожай, болды. Ақтөс, ой, қожай. Болды. Кім? Аны, өй, не дейсің, а? Бөжай алып кет, жаман бала, боқ, кет. Айттым әне, көрдің ба? Естеп, ұрды ма? Бір алма жем. Бір алма бер шанаға. Берме жаған алма. Берме. Керек емес. Не істеп қойдың, не істеп қойдың? Жоқ, ешнәрсе істеген жоқ, мен жай хақысына қол салып қойдым, байқаусыз. Кімнің қай жеріне қол салып қойдың дейді? Жоқ аға, мен рұқсатсыз алмасын байқаусызда жеп қойдым. Сол үшін кешірім сұрап тұрмын үйесінен. Біздің қожайынның үйіне алмасын жеп қойдың. Ұры. Жоқ. Ұятсыз. Еще кешірім сұрап тұрсың ба? Вообще кешірмеңіз. Кешірдім Кешірдік, көке. Баршы айналайын, тағы да екі қап алма бер. Берме, ол ертең каждый штук алмаға кеп тұрады ғой. Екі қап біткенше мен қаным шеді ғой. Енді не істейін, айтшы, не істейін? Білмеймін ғой. Айтшы, не істейікші, көке, айтшы. Жоқ, мен түсіндіре алмай тұрмын, ол кісі мен кешірді ғой, бірақ кешірген мен... Қалай кешірем мен? Толығымен кешіріңізші, толығымен дейді. Қайдан ғана алма ектім, өргеге салып берген бағады. Толығымен білмеймін мен сен. Қарамын. Қалай кешірім? Жетті ма? Жоқ аға, дұрыс түсіндіре алмайтым. Бейтейінші аға, мен үйесін осындай жағдайға дейін жеткізім, айыбым жуып шаяйын. Не айтады соны, істейінші өтініш, мен жүрегім дұрыс болмай тұр, тазылап, реттеп, істе деген істеп кетейін. Қолыңнан не келеді? Кешірем десе бәрін істеймін аға. Бәрін істейсің ба? Иә. Точно ба? Иә. Кетіп қалма, қазір келем. Қожайын, күштен қалғым бар. Қожайын, бұл әзірге кетпейді. Бұнда да бір шеткі тұр бар. Сіздің қалағаныңыз істейм, сосын кетем дейді. Керек жоқ, осыға істетпей қояқшы ба жасты. Неге? Көз алдында тұрады, ертең бүйтіп алдыма кеп тұрады ғой қазір. Жоқ, кешке құдалар келеді. Есік алдын сыпыр қызы, таза су шаш қыз баламыз да. Құдалар келгеннен кейін кешірімді құйрығынан бір тереміз болды. Кете ма сол кезде? Мен өзім соған жауапты боламын. Кетіреміз. Саған кешірім керек ба? Иә аға, сіз кешірсеңіз болды мен аға. Қаным жеті жақтағыда. Есік алдын. Кешірім керек болса, онда давай үйдің айналасын тазалап бер, содан кейін. Болды аға, кешірсеңіз мен тазалап берем аға. Не айтасыз, соны істеймін. Ойланамыз. Алмабақ тазалатып алыңыз. Алмабақ тазалап бер, алмабақ болды. Алмабақ болды, алманы жеген мен алмабақтың бәрін тазалаймын, топ-таза қыламын. Содан кетесіз ғой, кетем аға, кешірсеңіз болды. 5 гектар. 5 гектар полный бәрін. 5 гектар алмабақ тазала, содан кейін бар көрем. Көп емес па? Жегенде көп емес, иә? Ішеге тазаламаймын дейді. Не бір түрлі болып тұрсыз ба?
кешіре алмайтындай болып тұрсыз ба? Жоқ, кешірдім, бірақ білмеймін, бәрі мына жерінде бір нәрсе тұрған сияқты. Тазалап берем. Ең басты мына жерде бір нәрсе тұрмаса болды. Давай, қара, дұрыстап тазала, әйтпесе мына жерінде бір нәрсе тұр, мен бар ғой. Аға, кешіріңіз, шын айтайын. Мына жерлерінде де бір нәрселер тұр еще, мен точно не екенін білмеймін, давай. Мына саған тапсырдым, давай. Саған көрсетейін қалай кешіру керек екенін. Жіберме ананы. Болды. Ұры. Түсіндің бе? Мен ұры емеспін, байқаусызда. Аузыңды жабе. 5 гектарды алма бақ тазалайсың? Тазалаймын. Жапырақты сыпырасың? Иә. Каждый алманы сүртесің, түсіндің бе? Отдельно. Иә. Талдардың түбін әктейсің. Бала-шаған кірін жуып, табағын істеп қой, түсіндің бе? Кешке келеміз давай. Бала-шаға не қатысы бар? Мен алма бақ тазалаймын дедім. Бала-шаға қатысым жоқ. 5 гектардың ішінде не бар? Бәрін істейсің. Жоқ, үй иесі маған. Бәрін жасайсың демей саған. Алма бақты тазала деді. Бәрін жасайсың демей. Жасамаймын алма бақ. Осыдан жасама білесің ба не болатын, а? Не болады? Мына жерінде бір нәрсе тұр, білесің ба? Сен де тұра берсін. Сен үй иесі емессің ғой. Бастыға тұрма, істе давай. Үндемеген сайын сен. Не істеп тұрсың өсек тыңдап? Мен саған не айттым? Не айттыңыз? Алма баққа барқыт материалды ілсеңдерші, құда келеді ғой қазір. Бізде барқыт жоқ қой, Басеке. Кеше базардан под барқыт метр 100 теңгеден шыт материал алдық па? Ілсей соны барда. О, барқыт емес қой. Какая разница? Айлық керек па? Іл бар. Бол тез. Бірдеңе істесеңдерші айналайын. Айнура, не істедіңдер ана қымызды? Қойма дастарханға. 3 литр қымызға каждыйне 2 литр су қосыңдар үстіне. Кім біліп жатыр, оның таза емес екенін ішсе болды емес па? Сосын менің машинамның артында арзан соқтар бар, соның графинге қойып қойшы, білінбесін арзан екен. Қымбат соқтарды машинама сап қой, хорошо? Сөкка тексерем. Аға, кешіріңізші. Мен тұрым ғой. Тоқта, Айнура, іштен кестеме. Бір жігіт барады, сол істейді бәрін. Аха. Қымызды да бәрін істейді. Ана қымызға су құясың, соқтардың бәрін реттейсің, түсінің ба? Давай, тез. Жоқ, мен олай тұрған жоқпын. Алладан қорықпайсыз ба? Өтірік айтпаңыз. Барқыт па, барқыттың тазасын қойыңыз, қымыздың тазасын қойыңыз, қымбат соқты қойыңыз. Біреудің хақысына кірмеңіз. Сіз өтірік айтпаңыз олай. Өтіріктің құйрығы бір тұтам дейді атам қазақ. Сен өзің құйрығыңа қарап алай. Жұрттың құйрығында нең бар сен? Жоқ, сіздікі дұрыс емес қой енді. Сенікі дұрыс па? Біреудің алмасын рұқсатсыз жеп, ұятсыз, ұры. Ішке келіп қожайын жынды қылып, маған ақыл айтатын сен кімсің? Жоқ, мен шынды айтқанда иесінің кешірім сұрайын, ақыретін таза болсын. Ертең ақыретте білесіз ба, осы біреудің хақысы үшін жаға жыртса деген. Тыңда, көрдің ба? Сенің минусың не екен? Не минус? Өзіңнің қателігіңді мойындағаныңда, көрдің ба? Сондықтан да әркімнің үйін сыпырып құл болып өтесің, түсіндің ба? Ал менің плюсым қателігім мойындамаймын. Сондықтан менің ақшам бар, жағдайым бар, жұмысым бар. Так что давай, работай бастыға тұрмай. Аға, сіз негізінде сол мойындамағанның кесірінен бәрі бәленің бәрі басыңызға келеді. Сіз Алла барлығын көруші, білуші, естуші, және де екі иығыңызда екі періште бар жазып тұрған. Ертең не дейсіз? Мен ба? Ондай әңгімеңді анау садикке барып айт деймін саған. Маған өтпейді. Так что давай, работай. Сен работай, официанттар қайда? Жұмысшылар қайда? Қайда келсіңдер? Мен қалай жас 30-ға келген бұл кісі түсінбей тұрса, бала-шаға қалай түсінеді садиктегі? Жоқ, мен айтайын дегенді айтамын да, бәленің бәрі осы мойындамағанның кесірінен болады, шынды айтқанда. Біреудің хақысына қол салу, оның үсті, жарайды, мұсылман адам жалқау болуы мүмкін, мұсылман адам еріншек болуы мүмкін, ақылға келмейтін бір істер істеуі мүмкін, бірақ мұсылман адам өтірікші болу бұл ақылға келмейді ғой. Мұсылман адам адал болу керек қой. Сол кезде біз дамаймыз ғой, шынды айтып. Шәке, мен осыны айтайын дегем, Шәке. Бақытыңа бастайтындай бір ұғым, жемісіңді көрсетеді ғұмырың. Алмадан да тәттедің ау балалық, балалықтың күмі мұтар қызығын. Балғын қиял жетелейді алысқа, сол қиялмен түстік талай жарысқа. Маңдай термен келмесе кернесібең, өзгенікі апармайды табысқа. Алма, 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 алмалар, әр алмада таңба бар. Тамсандырар талайды, таңдайында дәм қалар. Қызыл, жасыл, сары алмалар,
айналайын өмір тәтті секілді, қиындықтар бар бірақ та не түрлі. Қыз алдында қысылғанда кейде, алмадай қып қызартады бетіңді. Иманыңның жүрек болмай тұрағы, басылмайды пенделіктің құмары. Адалдық ол адамзаттың айнасы, бұл өмірде судың да бар сұрауы. Алма, 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 алмалар, әр алмада таңба бар. Тамсандырар талайды, таңдайыңда дәм қалар. Қызыл, жасыл, сары алмалар, қалауыңды таңдап ал. Алма, алма, алмалар, жүрегіңді жалғап ал. Тамсандырар талайды, таңдайыңда дәм қалар. Қызыл, жасыл, сары алмалар, қалауыңды таңдап ал. Алма, алма, алмалар, жүрегіңді жалғап ал. Жүрегіңді жалғап ал. Ақсақал общем былай, құтты болсын. Мынау сіздің жаңа үйіңіз. Рахмет балам, айналайын, қайда жүрсең аман бол, бар бол, нар бол, бақытты балайын. Мынау сіздің жаңа үйіңіз, бірақ үйіңіз емес. Қалай? Общем, сіздің негіз үйіңіз ғой мынау, бірақ үйіңіз емес те? Ақшасын төлеп. Жақ. Қалай түсіндірсем, қалай түсіндірсем. Байқоңырды білесіз ба? Байқоңыр біздікі да, бірақ біздікі емес қой. Сен өзіне айтып тұрған түсініп тұрсың ба? Түсініп тұрмын, ақсақал оны бастықтар түсіндіреді. Короче, әңгіме былай, ақсақал, қазір комиссия келеді. Комиссия келеді ғой. Комиссия келген кезде айналайын балам, ризамын, ризам деп айта беріңізші, болды, басқа ештеңе жоқ. Ризамын демесемші. Ризам демесеңіз біз жұмыстан кетеміз. Неге? Бір жарты сағат қой. Көмектесіп берсеңізші ақсақал. Келеді комиссия, айналайын балам, ризамын. Болды, басқа ештеңе жоқ. Өтініш. Не болды сонша? Осы жұмыспен күн көріп отырмыз ғой. Жұмыс болса біз кіміз, не істейміз? Бала шағаның бәрін осымен асырап отқан жоқпыз ба? Не деген адамсыз? Ақсақал көмектесіп берсеңізші, бала шаға үшін. Жарайды, енді бала шағаң үшін көмектесейін. Ризамын десем болды. Ризамын десеңіз болды. Хорошо, қазір мен орында қалып келейін сізге. Ризамын дейін болды, басқа нәрсе. Балам, асықпаш. Асқа болды, отыра беріңіз. Отырам, ризамын дейін болды. Ризам дейсіз. Жарайды мен. Тұра тұрыңызшы, ақсақал, тұра тұрыңызшы. Не болып қалды? Болды, отыра беріңіз. Қатты айырмашылық болған жоқ қой жаңа қалған. Айырмашылық болған жоқ, бірақ бастықтар өлтіреді осыған бізді. Бастықтар өлтіреді. Отыра берсеңізші ақсақал. Жарайды мен. Ризамын. Басеке, қалайсыз? Бәрі дайын ба? Бәрі дайын, Басеке. Ардагер бар ма? Ардагер міне кісі. Түсіндіріп айттың ғой? Түсіндіріп айттым. Не айттың? Айттым мен, көмектесіп жатырмыз ғой. Көмектесеміз дедім. Көмектесет дедім. Көмектесіп қалуымыз мүмкін дедім. Сен өзің еш нәрсе түсінбегенсің ғой. Бір жұмыс тапсыруға болмайды сендерге. Түсіндіріп айттым ғой, Басеке. Бәрін айттым ғой. Ассалаумағалейкум ата. Мереке құтты болсын. Ризамын балам, ризамын. Түсінбедім. Ризамын. Не үшін? Білмеймін не үшін екен. Бірақ ризамын балам, шын айтайын. Ризамын мен қазақ елінің тарлан-тарына ризамын мен. Мынау кешу тобының ән емес пе қайдан жаттап алып жүрсің? Оларды да біреу риза қылған шығар. Оны білмеді беріңіз. Ата, жарайды. Біздің компания жыл сайын ардагерлерге пәтер береміз. Рахмет. Былтырғы беретін пәтерімізді Басекеңнің туған күніне беріп жібердік. Ондай болған жоқ. Жоқ, ата. Қазір комиссия келген кезде, рахмет, осы ардагерлерді елеп, ескеріп, пәтер беріп отыр екенсіздер. Рахмет, ризам десеңіз, бол.
Сізге дайындаған сыйлығымыз дайын. Жағдайын жасаймыз, сыйлықты береміз, как положено. Түсіндім сендерді. Не түсінсің? Не үшін ризама тұрғанымды түсіндім. Сыйлығыңнан садаға кетті оранмын. Ой, ақсақал, ой, жаңағыдан бері не айтып отырмын? Жарты сағат қой, бір комиссия келеді, ризам болып кетеді. Не ақ бүйдіңіз? Бала-шаға бар, осын жұмыстап асырап отырмыз ғой бала-шаға. О жұмыстан шығып кетсе, сіз жауап бересіз оған. Жарайды, мен бала-шағаң үшін. Ризамын деймін. Ризам дейсіз бе? Болды риза. Комиссия. Ата, бір минутқа тұра тұрсыз ба? Не болып қалды? Тұра тұрыңызшы. Тұра тұрсыз, бастық айтып дұрыстап қойсаңдар болады ғой. Соны айтамын. Міне, отырыңыз ата. Бәсе не үшін риза болмай тұр? Осыдан екен ғой ма? Отырыңыз ата. Енді күш болып қалды, риза болып қалдым. Келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Осман ата қалай жүреді? Не болды? Тірі ма? Иә. Тірі ғой? Иә. Ата қалайсыз? Жақсы. Қалай? Үй қалай екен? Бастығың туған күніне кеткен үй ма? Берге бере. Не деп отыр мына кісі? Не деп отыр деймін? Сендер түк түсіндірмегенсіңдер ғой. Көздерің бақырай бе? Түк айтпағансыңдар ғой сендер. Айттық. Бір жұмыс тапсыруға болмайды екеніңе бар ғой. Кім алған сендерді өз жұмысқа? Сіз алдыңыз ғой. Не үшін алдыңыз? Не үшін алдыңыз деппін ғой? Уволен давай екеуіңді. Уволен, басы келген не үшін уволен? 30 жыл бірге жұмыс істеп кеп, болмайтындар сізге жұмыстан шығарып береміз ба? Какой Айналайындар, ризамын. Ұрыспаңдар, ұмытып кетпін ғой. Мен ризамын, балам, ризамын. Жыл сайын ардагерлерді елеп, ескеріп, бір жыл бұрын үй берген екенсіңдер, ұмытып кеттім, ризамын. Міне, осы ғой ата. Қараңыз, тура осылай айтасыз да, сөзіңіздің соңына бұлай жалғап жіберсеңізші. Осындай қарттарды құрметтеп жатқан Яблалма Construction компаниясына. Ябла дейді? Яблалма, біздің компанияның аты ғой. Яблоко алма деген орысша қазақшадан ғой. Яблалма компаниясына жыл сайында тендерді бере беріңдер деңіз болды ғой. Тендер деген не болды, тамақ па? Тамақ емес, тоже сондай жейтін бір нәрсе бар оның. Неғылсын екен оның? Так, ата, тұрыңыз, бір минут. Мынаны дұрыс қоймаған. Құрсысын түсет. Болды, енді осылай тұрыңыз. Кел, тұр. Не құрсын? Айналайындар, ризамын балам, ризамын. Жыл сайын ардагерлерді елеп ескеріп, бір жыл бұрын маған үй берген екенсіңдер. Ризамын балам, ризамын. Осыған енді ата кішкене бір мұң қосыңызшы, мұң жетпей тұр кішкене. Бір қайғыма бір нәрсе жетпей тұр ата. Кішкене деген бір нәрсе жетпей тұр. Эффект не болу үшін ата? Сен комиссия емессің ба? Жоқ, мен мына Яблалманың генеральный директорымын ғой мен. Осы компания директорымын. Өзіміз екенсің ғой. Кстати, айтпақшы, ассалаумағалейкум. Валейкум ассалам. Қалайсыз, амансыз ба? Жақсымын балам. Мынау не? Жігіттер, мынау не? Мынау былай тұрмай ма? Мынау кішкене былай тұру керек қой. Айналайын балам, осы орындыққа отырмай қойш. Шын айтам, тұрғаныма да ризамын балам. Отырмай қойш. Без проблем. Ата, главное сіз ең бастысы... Так, тоқтаңыз. Өзімдікі? Жоқ, біліп тұрмын. Қайда? Қайда? Не қайда? Соғыс ардагер деген медаль қайда? Соғыс ардагер деген қайда медаль? Соғыс ардагер деген медаль қайда? Соғыс деген медаль қайда? Медаль қайда? Қандай медаль? Соғыс деген медаль. Мен тыл ардагерімін ғой. Тыл ардагер екен бұл кісі тыл ардагер екен ғой. Бұл кісі тыл ардагер екен ғой. Бұл кісі тыл ардагер... Тыл ардагер несі? Ты чё? Ты что, соображаешь? Тыл ардагер деген несі? Соғыс ардагер деп айтып қойсын сендерге. Кім? Кім жауапты? Кім жауапты? Жауап бер. Ты что, тыл ардагер несі? Ты соображаешь, тыл ардагер несі? Біз қалай тыл ардагеріне бересің? Қалай береміз біз? Ешқандай қиындық көрмеген адамға тыл ардагеріне қалай бересің сен? Списке қарамайсың ба? Соғыс ардагер деп тұр ғой. Іздемегенсің сен. Сен іздемегенсің сен. Іздесең табуға болатын еді. Толып жатыр. Соғыс ардагер деген. Вот именно жатыр ғой көбісі. Жатып қалған ғой. Жоқ, басқасын тапқанбыз басеке. Вокзалдың жанында жүр екен, жалғыз. Сосын алып келіп жуындырып, шайындырып, сақал мұртын қысқартып, жап-жас бала болып қалған жананың. Сосын енді кәрлі осы кісі ғой деп. Сендер де бір құрметті ақсақал. Сіз сонда вообще соғысқа қатыспағансыз ба, соғыспағансыз ба сонда? Жоқ. Мен жай тыл ардагермін ғой. Сіз былай айтыңызшы қазір, осының бәрін наоборот айтыңызшы қазір. Не деп?
комиссия келген кезде сіз керісінше айтыңызшы осының бәрін. Қалай? Соғыс ардагерім деп айта беріңіз ата. Мен соғыста болмасам да ма? Немейсіз? Айта беріңіз. Соғыс ардагерім деп айтыңыз. Мен не деп айтамын? Айтыңыз, мен соғыстым, қырдым, жойдым деңіз. 45-46-ға дейін соғыстым деп айта беріңіз. 46-ға дейін? Жоқ, 47-ге дейін деп айта берсеңіз, кім біліп жатыр оны? 48-ге дейін тұрып ұра берсінші. 48? Соғысып атырым деңіз, 48-ге соғып, 40 соғыс деңіз. Қарасам артында ешкім жоқ, бәрі кетіп қалып, бір өзім қаптым деңіз оның. Құдай сақтасын. Қырып атырым деңіз, мен қайтпадым деңіз, аттым, фашистер деген бітпей келіп жатыр деңіз. Алып автоматымен атып атырым, жерден гранат алып лақтырам, бітіп қалды деңіз. Оны қырып атырым деңіз, пулеметті көріп қалдым, пулеметпен аттым деңіз, тарсындатып тұрып. Ай, тарсындатып атырым, пулеметті оқып бітіп қалды деңіз. Не дейді? Алдында окоптың үстіне секіріп шықтым деңіз. Окоптың үстіне шықтым да ашуланып кеттім деңіз. Жап-жасыл болып денем үрпиіп, көзім бақырайып, қолым жұдырығым дөу болып кетті десеңіз. Не дейді? Алдында ашуланып фашистер, немістер жер дух деп ұрып, жер жарылып кетті десеңіз. Халық болып кеттіңіз, бір нәрсе болып кеттім десеңіз. Алып үстіне шығып кеттіңіз, қап-қара, көзіңіз бұл жүрейіп, үстіңіздің бәрі жүн-жүн болып кеткен. Фашистердің самолет ал қолыңыз деп құлатып атырым деңіз. Кинг-Конгқа бір бәле өкеттіңіз осы бата. Секіріп түстім деңіз, фашистер қашты деңіз. Артынан бүйтіп ағам Годзилла болып кетіп қуып жүрім десеңіз. Ал от шашып атырым деңіз. Қашып бара жатқан немістер қолыңыз бүйтіп алғансызда шүк деп өрмекшінің ұясымен тартып жатыр деңіз. Құлап жатыр десеңіз ата. Иә, бетіңізде маск секіріп келіп деп отырып қалды. Балам, шын айтайын, мен мұндай соғысты көрмедім. Вот именно көрмеген соғыс керек ата бізге. Шок болып қалу керек комиссия сізді көріп. Мынандай соғыс деген кезде сіз не дизайн мынау? Кім жауапты? Кім жауапты? Мен сендерге не істедім квартира? Дұрыс қой, Басеке, интерьері күшті болсын деп лофт стилдес еді ғой. Лофт дейсің ба, влофт дейсің ба? Мен саған айттым ғой, ардагердің үйіне ұқсасын деді ғой мен сендерге. Кіріп келгенде бір, не, қайда? Шкаф қайда дедім. Шкаф қоймайсыңдар ма? Бір ескі соғыстың бір нәрселерін білдіріп тұратын бір медальдар, мына жерде бір нәрселер ілініп тұру керек деді ғой сіздерге. Әлде бір магнитофон ба, жаңа бір сол жылда домалақ мындай бүйтіп қалған, үстіне қоясың, шиқ, білмеймін. Патефон ба, сондай бір нәрсе тұрсын деді ғой. Картиналар қайда? Мұны картина. Не картина? Не картина мынау, Қыздың картинасы ғой. Ардагердің үйінде осындай қыз тұра ма? Енді? Соғыс кезінде не қыздар дей саламыз енді? Ей, соғыс кезінде жалаңаш қыздар болған ба немене? Енді ол кезде қималатын жағдай болмаған ғой көбісінде. Білмеймін, айтамыз енді Басеке оны. Дедім ғой сендерге, бейбітшіліктің суреті қайда? Мына жерде тұру керек. Атаның өзі танкі, пушка, семьясының бала-шағасымен отқан бір семейный бала-шағасы қайда? Бала-шағасы қайда? Бала-шағаны әкелген жоқпын Басеке, ұят қой, не сезіңдер шұбырды. Атамның бала-шағасы. Атамдікі ма? Атам бала-шағасы жоқ қой, жалғыз басты ғой. Жалғыз басты екен ата. Ата жалғыз басты. Атам жалғыз... Как жалғыз басты? Ты чё? Ты чё, жалғыз басты, ты соображаешь, ты жалғыз бастыға қалай сен? Сендер 4 бөлмелі квартираны сен ойладың ба? Жалғыз басыға қалай бересің сен? 4 бөлмелі квартираны жалғыз адамға жалғыз бастыға 1 бөлме бересің ғой. Списке қарамайсың ба сен, ты чё? 20 минут қалды сол. Бірдеме ойластырып не істейсің? Не істейміз Басеке? Ана 3 комнатаның есігін абойлап тастаймыз ба? Сен бетің жартысын абойлап тастау керек бүйтіп. Не істейсің? Атаны ауыстырамыз. Жоқ, атаны ауыстырам, 3 күн іздедім ғой. Қазір келсе бітті ғой, болды. Үлгермейміз болды. Кіріп келеді, көреді квартира, бітті, мен алып кетеді ғой. Мен кетем ғой. Ай, осы жол сотталып кетесіз ау Басеке. Тағы да айтады ғой, 5 жылдан 10 жылға шейін абақтыға қамайды Басеке. Қазір қамағанымен қоймай, бүкіл мәшіне, үй, дүниелі мүліктің бәрін тартып алатын болып тұр ғой. Не дейді? Құдай бет. Мен қорыстым. Өзіңіз білгенсіз. Мен қорыстым. Ой, бірақ қатты үйтіп уайымдамай қойыңыз Басеке. Сіз кетсеңіз компания құлақ қалмайды ғой. Бармай ғой, өзім басқарып қалам ғой. Абыройыңызды түсірмей айтып жүреміз. Баяғыда Басекең бар еді, мықты еді ол кісі. Бейшара парақорлықпен ұсталып кетті деп. Егер мен кетсем, сені бірге алып кетем, естің бе? Не үшін? Мен бір өзім жетім бе? Мен не үшін? Бәріміз бірге алып кетем. Мен үшін? Сені де бірге алып кетем, естің бе? Мен не бір өзім? Басеке, шыны керек, мені Сені де алып кетем, естің бе? Басеке, мен есін. Сені де бірге алып кетем, бәріміз. Бәріміз бірге кетеміз, сен бе? Бір өзім жетім бе мен? Бәріміз бір командамыз ғой, мен кетсем бәріміз кетеміз. Біз бір семья сияқтымыз ғой. Қандай семья ол? Қандай туыстық қатынасымыз жоқ. Семья. Не семья?
Семья. Семья. Таптым. Қазір комиссия келгенде біз атаның бала шағасы бола саламыз. Таптым. Ата таптым. Болды. Ата, былай істейміз. Қазір комиссия келгенде сіз отырыңыз. Біз сіздің жарты сағатқа бала шағаңыз бола саламыз. Сіздің семьяңыз бола саламыз. Бала шағам. Бәрі нормально болады. Сіз главное, я бала шағам дей берсеңіз болды. Жарты сағат. Ашын жарты сағатта кет. Одан кейін сыйлығымыз бар сізге арнайы. Шай ішеміз өзіміз. Былай істейміз. Сен атаның үйдің несі болады, кенжесі боласың. Кішкентай баласы. Сен ортаншы бала. Болды. Сен үйдің үлкені боласың. Ой, басеке мен бала болмай қойсылайын. Алдың келген жиен ба, бөлем ба бір болсылайын. Какой жиен? Жиенге бермей қой. Баласы болу керексің ғой сен. Баласы болу керексің. Давай, қойшы, давай. Үлкен сен боласың. Үйдің кенжесі сен боласың. Давай, сен тілек айтасың. Сен ортаншы әкеге гүл бересің. Сен барып горшок отырасың ана жерде. Басеке горшок емес. Даже отырмасаң, давай, сен тосасың ананы. Басеке, ой, нормальный бірдеме істейін да. Комиссияны отвлекать ету керек қой. Давай, бүйтейік. Сен тілек айтасың. Сен гүл бересің. Сен вдруг комиссия бір нәрсе подозревать етіп қойса, сен қоятын болса, ақырындап сен ана бөлмеде кішкентай бала жылайсың. Білмеймін енді қалай кішкентай бала жылайды. Деп жатып жылайсың. Сол кезде сен тұрасың да, айтасың. Кешіріңіздер, мен бар балам еміз келейін дейсің. Ой, тоқта, шатасып кеттім, тоқта. Я, бүйтеміз, сен жылайсың, сен жылағанда айтасың. Мен барып баланы тамақтандырып келейін дейсің да, бала жылап кет дейсің да, кішкене бутылканы аласың, кішкене сүт құясың да, сосканы салып, жоқ, бутылка емес, дәу шелек алшы. Дәу шелек алып, сүтке толтырасың да, соскымен апарып, сен жылап атқан кезде деп сүт бересің. Сол кезде қатты жылап кетесің қайтадан. Сол кезде сен тұрасың да барасың, мен бар баланы тербетіп келейін дейсің да, аяғыңа жатқызып. Байқа белің шығып кетесің бірақ. Басеке күшті ойнайсың баланы. Бірақ енді мен жыламай-ақ қойсылайын бала болып. Жоқ, жылау керек қой. Жылаймайын бала болып. Ты соображаешь, комиссияны отвлекать ету керек қой. Ой, жылаймаймын деймін бала болып. Жылайсың деймін. Жыламаймын. Әңгіме қысқарып жылайсың. Жыламаймын. Жыламайсың ғой. Жыламаймын. Все, жыламайсың ғой. Жаз заявление, уволен, жұмыстан шығып кет. Ей, нормальный адам сияқты жыласашы, ешектің баласы сияқты емес. Жыласашы, нормально, естімейді ғой мынаны. Давай, бүйтеміз. Давай, бәрі керемет, бәрі жақсы. Бір репетиция жасап алайық. Дайындал. Сен тілек айтасың. Ал, ата, мынау мереке құтты болсын, жеңіс күні құтты болсын. Біз сізбен мақтанамыз, ата. Біз сізді үлгі тұтамыз, ата. Әрқашанда сізді. Какой ата? Әке. Ата ғой. Әке, комиссия көйді. Ата деп тұрса, біліп қойды ғой. Мен өз әкемді бате деп атайын да, әке деп айтпай қойшы. Бате дейтін неме? Әкең церковьта істей ма сенің неме? Жоқ, бате деп үйреніп қалғанбыз ғой, әке деп айтпай қойын. Какой бате, давай, әкесін, давай, жарты сағат. Комиссия кеткенше, комиссия келгенше, әке деп айтшы. Одан кейін өзің білесің. Жоқ, мен айтпаймын басқа. Айтасың. Айтасың, все, давай. Айтпаймын. Айтпайсың ғой? Айтпаймын. Давай, уволен, жұмыстан шықшы болды. Әкешім, Асқар тауым, бізге өмір сыйлағаныңа үлкен алғыс білдіреміз. Әке, мынау мемлекеттік бюджеттен қазір қыруар қаржы бөлінді. Жол салу мақсатында. Осыларды сансаққа жаратпас үшін үлкен іс-шаралар өткізіп жатырмыз қазір. Осы деңгейде. Сансақ. Қайдағы сансақ? Қайдағы іс-шара? Басеке, мен сіздің алдыңызда тұрсам отчет беріп кете беремін. Кітаптың ішінде бәрі тұр. Отчет беретін кезде бермейсің. Давай, сен жүгір. Давай, гүл бересің сен. Қалай берем? Білмеймін, қалай бересің, білмеймін. Жақсы көретін адам қалай бересің? Болды. Жаным, мынау саған, маған тұрмысқа шықсын ба? Шықпаймын саған. Жүресің бір өзің. Өзіңіз айттың жақсы көресің. Сен жүрсің ба, басын істей ма сен? Комиссия келгенде жаның деп тұрасың ба? Әкеңе қалай бересің? Болды. Әке, мереке құтты болсын, ма? Саған. Басыңнан бірақ ұрайын ба? Әйеліңе тізерлеп бер, әкеңе деп бересің ба? Давай, әкеңе тізерлеп бер. Давай. Әке, мереке құтты болсын. Мынау сізге. Рахмет. Бұл не мылтық па? Ата мылтығы несі? Мен қайдан білем оны не беріп жатқан? Қарамайсыз ба? Гүл беріп тұрған сізге мынандай букет роза беріп тұрмыз ғой. Мен көріп тұрған жоқ. Береміз ғой, қазір келгенде береміз ғой. Сіз наоборот алып оны иіскеп, рахмет, сендерге деп иіскеп, деп күліп, рахмет демейсіз ба? Күліп, рахмет. Иіскеп, қатты иіскесің. Қатты күлеміз. Жоқ, күлмей қойыңыз. Басқа бір бәле иіскеп алған адам сияқты болсын. Давай, қайда, басына, береміз. Давай, гүл береміз. Мереке құтты болсын, мынау сізге. Рахмет. Келін қайда?
келін дейді ғой. Қайдан білемін? Ой, айтсыншы. Әке, келіңіз келемады. Анау сенің әкем надоел болды, бәле болды. Өзің қарап ал деп екеуміз ұрысып қалдық қой. Маған сөйтіп айтты ма? Сөйтіп айтты, иә. Немене өзің өміріңді айтып отырсың сен? Өзіңіз айттыңыз ғой. Айт десем неме өйстіп айтасың ба деп? Өміріңді айтайын, осы комиссия келгенде айтып отырамыз ба? Давай тұр, давай, сен осы жерде жылайсың. Қаяқтан шығып даусың сен? Шығарсайшы даусың де естімейді ғой ешкім. Давай, бәрі керемет. Ата, сіз ризасыз. Бала шағаңыз келіп отыр, комиссия келіп отыр. Жеңіс күні сізге гүл беріп жатырмыз. Үйіңіз бар, сіз мәссіз. Артынан біз тілегімізді айтып болғаннан кейін ән айтайын. Қандай? Жеңіс туралы. Давай, жеңіс қандай? Жеңіс күнде Это день победы. Порохом. Сіздің арқаңыз Басеке. Мына қымбат костюм шалбар киіп жүргенім сіздің арқаңыз Басеке. Сіз болмасаңыз киімсіз жүрер ме деп қоямын. Бір ән бар еді. На-на-на-на-най, көңілді арқанай, осының бәрі Басеке, сенің арқанай, сенің арқанай. Ата, біздің бала шағамыз бар. Бәрі сценарий бойынша ризам деп айта бересіз ғой, ата. Ризам деп айта бересіз ғой. Сыйлығымыз бар, ата, сізге сыйлығымыз бар өзіміз. Ассалаумағалейкум, ата. Уағалейкум ассалам. Мерекеңіз құтты болсын. Мерекеге тәтті заказ беріпсіз. Иә. Әкеліп тастайын деген ғой, доставка. Рахмет. Басшылық айтып жатыр. Ақшасын бермей ақ қойсын. Бүгін тегін, мерекеге тегін таратып жатырмыз дейді. Мереке құтты болсын. Мен кеттім. Рахмет. Сау болыңыз. Ата, үйдің ремонтын өлтіріп жіберіпсіз ғой, да? Дизайн четкий екен. Мынандай дизайн. Жақсы, ата. Кімді өлтіріп жіберіпті дейді? Шалма. Кешірім сұраймын. Жыл сайын осы мерекеге арнап өзіме тәттіге тапсырыс беремін. Сендердің аяқ асты келетіндеріңді білмей қалдым, әйтпесе бұдан үлкеніне беруге болатын еді. Дегенмен бәрімізге жетеді. Уайымдамаңдар, қорықпаңдар, кепшеңдер. Рахмет сендерге. Балаларым менің. Осылай. Мен бүгін өзгеше күйде тұрым. Жүрегім елжіреп тұр. Сендерді көрмегелі қай заман,
Үлкен балам, саған рахмет. Елеп ескеріп, құттықтап келгеніңе. Екініңе бас көз болып әкеміз құттықтайық деп келген саған рахмет. Тұла бойым тұңғышым. Сен қуанған кезде жүрегім жарылып, әлемдегі бар жылып сөзі сені еркелету үшін айтатынмын. Көзімнің қуанышы, жүрегімнің жұбанышы деп рахмет. Бірақ сен неге әке деп айта алмайсың, а? Ашин, жар сағат дедік қой, комиссия келіп кеткенше. Келеді, кетеді, жар сағат ризам деп айтасыз болды. Шабапсыңды. Әке сөйлегенде бала тыңдай. Ай, тұрсаш, айтып қойды. Бәріне айналаңдағының барлығына бәке, шәке, жәке дәумен бар жылуыңды арнап жүрсің ғой. Айналдырған жақ әріптен тұратын әлемдегі ең қасиетті сөз әке дегенді айта алмау жүрегіме қатты дейді балам. Әке екі қайтара берілмейді ғой. Әттең, әкем тірі болғанда ғой. Осы қасиетті сөзді күніне 1000 қайтара айтушы. Дегенмен, рахмет. Ортаншы балам, саған да рахмет. Қуанып тұрмын. Әжеп тәуір қызметте екенсің. Мақсатың әжет. Бірақ келінеге келмеді. Шын айтайын, мен оны жұмсамаймын ғой. Жай ғана келіп ата, қалайсыз деп сәлемін салса, немерелерімнің маңдайынан иіскеп бір мауқымды басып алсам дейм. Үстел басында бірге отырып, отбасы екенімізді сезін сөктеймін. Сол еді ғой мынау жүрегіме керек. Сен маған ренжіме, балам. Түсінем, жұмыс қол түймейтін шығар. Бірақ, біл балам, сен де қартаясың. Келінде кемпір болар. Мен жамандық тілемеймін. Соны жай алдын алып ескертіп жатқаным ғой. Ренжіме. Кенжетайым, болашақ ізбасарым менің. Сенің болашағыңнан зор үміт күтушім, шын айтайын. Бірақ сенде мынау алдыңдағы екі ағаңнан асып туған алаяқ бопсың ғой, а? Әй, соншама қарның ашып жүр ма? Әй, сонша дүние қоңыз болғаның не? Ақсақал, үйтіп артық кетпесеңіз сіз. Ана берілген текст қана айтыңыз, адам намысына тиетін сөз айтпаңыз, үйтіп болмайды. Жабаузыңды. Әкеңе қарсы шықпа. Құдайдың қарғысында қаласың. Есіңді жи. Әлі де кеш емес. Басық бала, сен де бөтен емессің. Баламдайсың. Бір қуантарлығы, ардагерлерді алыстан таниды екенсің. Ондай қасиет бар енді менде. Мен кешірім сұрайым. Бұл жерде түсініспеушілік болып қалды. Сендер нағыз мынау сұрапыл соғыста болған ардагер таппадыңдар. Мен жай қиыншылық көрмеген тыл ардагерімін ғой. Дұрыс айтасың. Дұрыс.
ауыр болса да айтайыншы. Ақылым ертең саған азық болар. Сен бүкіл дүниені жидым деп, бүкіл әлемді арқалап жүргендей болмағын. Тәкаппар болма балам. Сен қанша биік болсаң да мына таудан асып кете алмайсың. Қанша кердеңдеп жүрсең де мына жерді тесіп шыға алмайсың. Мен саған жеме демеймін, же. Бірақ адалынан же. Өзіңе тиесілі ғана жерден же, біреудің хақысына қол салма балам. Ақсақал, сіз не айтып тұрсыз? Ауызға байқап сөйлеңіз сіз. Сіз қараң, сіз кіммен сөйлесіп тұрған білесіз ба сіз? Білем. Үстінде қымбат көйлегі бар. Ата, тоқтаңыз, қайда барасыз, ата? Ата, көріп тұрсыз ғой, енді қиналып тұрғанымызды. Мына қиындықтан бір шығарып жіберсеңізші енді, ата. Егер осыдан бар ғой, аман есен құтылып кетсек бар ғой, сізге сыйлығымыз бар дедік қой. Мәшіне берейік деп едік, ата. Мерседес, таза немецкий, ата. Мен фашистердің көлігіне мінбеймін. Басеке, айтыңызшы бірауыз. Бırakın olsun. Süremez ömür soğudan turakta bardan mekendep мәңгі қаларда нұрын төккен әлем қайырмасыз өлем өтер бірақ оралма қасқағым дәурен таусылмай әурен сенің де бір сөнеді ау сәуле жалға әрбір күнің үмітпен арман сыңырап өтер зулап жылдар сағатта алдартыңа қаратпа дүние шіркін көрген түстің елесі қысқа неге демеші
жалт етер жауған әрбір күннің үміт пен арман самарап өтер зулап жылдар сағаттай алды артыңа қаратпа. Аха, қыздар, чай не сендір, істеп қойдым. Так, тоқта, тойбастар, так, официант шығасындар, так, аха, ты туда, ты сюда, ты туда, ты сюда, нет, ты туда, а нет, сюда, давай. Или туда, судья, можешь? Или как? Нет, общий, давайте общий. Тез шығасындар да, тойбастар бересін, кетесіңдер, ема? Тез бол, давай, кетіп қалдаршы. Тез кетіп, екі жаққа, тез. Хозяйка келеді, үлгермей қаламыз. Бәрі дайын ба? Все подготовили? Конечно. Дайын ба бәрі? Қыз келеді уже кісілер. Давайте быстрее. Келдік. Дайын. Так, опа. Так. Не? Бір нәрсе жетіспейді. Не нәрсе? Бір нәрсе жетіспейді. Говори быстрее, не нәрсе? Не нәрсе? Қонақтар жетіспейді десең. Әзілдеп атым. Кішкене көңіліңіз көтерейін деген. Сен әзілдесетін адамды. Бол. Айтпақшы, апай. Не называй меня апай. Тәте, кешеше. Тәте на базаре. Деше в Шымкенте. Әже. Болашақ немерелердің әжесі деп айтайын дегем ғой, братан. Ханым! Вот ханым деп айтыңыз. Қожайынның мазасы жоқ. Қалай мазасы жоқ? По-моему, клубтан келген сияқты. Қалай? Тұрғанда клубтан келген түрше. Мырза, мына түрің не? Қыз қонақтар келеді ғой, мына түрің не? Маған бәрі кім кеседі? В смысле бәрібір? Бәрі бітті. Не бітті? Жұмыс бітті, не бітті? Енді күнде сағат 7-де бітіп жүрген жұмыс қой. Бүгін необычный бітті осы. Да? Как? Таканша бітті. Қалай? Қалай, шығар жібер жұмыстан. Қойш қайдағын айтпай. Сен қой жұмыстан шығаратын жұртты? Мен де шығаратындар бар екен осы. Да? Как? Қалай түсінбейсіге? Ата келіспеді, бітті енді. Ертең тірлігіміз сотқа кетеді, бүткіл бұлығымыз бәрі шығады ертең. Келеді, тексереді, полицияға үйдің бәрін, мәшіне, көлік бәрін, бизнесін бәрін алып қояды. Все, ашуланбаш. Ничего страшного. Проблеманы күліп қарсы алу керек. Мына бізде бизнес-тренинг айтады. Любая проблема – это новые возможности дейді. Вот қалай проблеманы күліп қарсы аласың? Проблема солай тез шешіледі. И міндетті түрде аффирмация жасау керек. Мен баймын. Ақшамен жақсы көреді, деп. Бай аффирмация. Неме, қазір полиция келгенде аффирмация жасап, сол жерде. Мен отырайын ба сол жерде неме? Полиция кіріп келген кезде, қалайсыздар деп күліп тұра ма сонда? Қолым қайдар енді баса, қолым қайырмаңдар, өзім қайырып берем деп тұрайын осы жерде. Аффирмация жасап. Ертең сотқа барып, сот келіп, саған 5 жыл десе мен. Аз ғой кішкене қоспадыңдар ма деп, мәз отырайын ба сол жерде? Аффирмация жасап. Ертең түрмеге барғанда сен келіп отырмаған онда. Бүгін манты болмай қалды, лағман жей сал деп екеуміз мәз болып жүрді. Ашуланбаш. Бізде бизнес-тренингте сөйтіп айтады. Сен бизнес-тренинг бар ғой. Бизнес-тренерің бар алсаған. Бизнес үйреп жүрген адамның өзінің бизнесі жоқ адам білесің ба? Білем. Білсең, қақтан да ақша тауып жатыр. Ойланасың ба кішкене? Мен берем ғой. Сен қайдан аласың? Сен бересің. Көрдің ба, бұны бизнесте оборот дейді. Сен главный қазір алпамыстар келгенде. Сен осы бизнес-тренерің бар, бизнесменің бар, бизнес-партнерің бар, подписчигің бар, өзінше сөйшіде отырып, ақылшы болатын бар. Сен солармен сөйтіп араласқанша, туған-туысқанмен неге солай араласпайсың сен, Ана абысындармен неге солай жыл-жылда хабарласып тұрмайсың солай, Ладно, поняла. И что поняла сен? Бармайым енді өзім ана бизнес-тренингке. Наконец-то жетті ғой саған. Бүкіл туған-туысты ертіп апарам. Мынау таза аффирмация екен. Акула. Акула. Қайда акула? Құдалардың арасында жүретін акула ше. Ол не жүр? Қандай акула? Құдалардың арқасында жауатын дейді, чапаны, костюмы акула. Қайдағы акула? Акула емес, оны кит дейді.
кит дейді. Екі жағалы 1,9 дейді, ондайды кит дейді. Кит кигізіп. Вот этот кит, я совсем забыла. Ой. Мына бүлдіреді ертең. Мына бүлдіреді, мына таза аффирмация. Мына бар ғой, ертең құда болсақ, құдаша құда балаларға пингвиндер кіріңдер деп жүреді ертең бар ғой. Мен ужинға акула пісірем ба деп шошып кеттім ғой. Сен былай істе. Қыздар қайдасыңдар? Сен қазір тездеңдіңдерші. кісілер келген кезде, қарашы әңгімен арасында бізді кішкене былай мақтап, бізді кішкене әдемілеп келтіріп, ыңғайын тауып, бізді мақтап, мадақтап. Мақтауды өлтіреміз ғой, білесіз ғой. Просто білсін оларда. Конечно. Жай адаммен құда болайын деп тұрған жоқ олар. Просто осындай жағдайға түсіп қалдым аяқ астынан. Дайындаңдаршы, тез дайындаңдаршы. Атақ білесің мен қандай екенімді? Конечно. Сосын ана алман әдемісінен алыңдаршы. Алман алып, салып, көріктісінен алып келіңдер де дастархан қойыңдар. Қыздар, алмабақтан алмаласыңдар да көріктілерін. Мен әңгіме айтып ғой саған әлі. Әңгіме айтып ғой саған. Ұмытып кеткешін. Алман ал, жуып жайып, ана әдемілеп упаковать етіңдер да, машинаға салып, базарлық деп ана кісілерге. Қалған упаковать етіңдер. Тек қана қалған упаковать етіңдер. Мен саған әңгіме айтып ғой. Просто ұмытып кеткешін. Сен қолын жақындатпашы құлағыңа. Құлағыңа жақындаса адам тыңдамайды екенсің. Сұрт тұр тыңдашы қолыңды. Қолыңды сұрт тыңда. Ана ал. Алмалардың бәрін әкеліп қойыңдаршы, пожалуйста. Қалғаннан ящикке салып дайындап қойыңдар, машинаға салып жүріп, тез істеңдер бәрін. Басеке, мен негізінде алманың барлығын тазалап болдым. Бәрін дедім, енді кешіресіз ба? Кете берсем? Немене кешіресің ба? Алманы жеп қойғаным үшін. Сен алма жеп қойдың айтпақшы. Жоқ, мен алма бақты тазаладым, жеке-жеке сүртіп қойдым. Так, былай істейміз. Болды, рахмет саған, мен кешірмеймін сені. Неге аға? Былай істейсің қазір. Қазір сен алманы аласың. Ана вообще әңгіме айтудың керегі жоқ екен. Қол мен құлағы бір-біріне қашып кетіп қала береді, адам тыңдамайды. Сен алманы алыңдар да, әдемі сен алып қонақтар келген кезде қазір дастарханға әкеп, әдемі көріктісінен алып келіп қойыңдар. Қалған ал. Немене сендер бәрін мені тыңдамайсыңдар? Жоқ, мен түсінттім. Әңгіме айтпадым ғой саған. Әдем алманы әкеп қоям көріктісін. Тыңда. Әдемісінен аласың. Жуып тазалап, көріктісін. Қызылын, жасын, сарысын аласың. Алып кеп дастархан қойып, қалған ұстап тұрып айтайын, сен бар ғой. Қалған аласыңдар. Ана машинаға салып, базарлықта беріп жібересіңдер. Түсіндің ба? Әңгімен арасында мен кішкене мақтап қой. И сені де айтамын мен. Осы жерде 30 жыл істеген бағбан деп айтамын сен. Ойымшы аға. Сосын әңгімен арасында мен мақта. Бейт аңғайын тауып. Оларда білсін. Жай адаммен құда болып отқан жоқ. Жерде жатқан қыз жоқ. Просто жағдайым осылай болып қалды десем. Мақтап, мадақтап тұр мен. Мен де мәз болманы жерде алдарында сүмірей тұрмай тәкаппарланып, кішкене аға риза болып бүйтіп алдарында тұрайық, бізде тәкаппарланып кішкене. Аға, бір нәрсе айтайыншы, әр нәрсенің артында хайыр бар ғой. Тәкаппарлықты Алла ұнатпайды. Мақтамай ақ қойыншы. Барлық мақтап Аллаға тән. Шын айтайыншы, айтпай ақ қойыншы. Өтірік айтпай ақ қойыншы. Басеке, мен итермелемеймін. Мен саған бар ғой. Осы алма бақтың ішінен бір мешіт салып беремін ғой деймін саған. Сол жерде отырасың, осы әңгімеңді айтып өзің. Жоқ, негізінде болмайды. Бәленің бәрі осы өтірік айтқаннан, тәкаппарлықтың кесірінен. Айтасың. Айтпай қой. Айтасың деймін. Айтпай қой. Айтпайсың ба? Айтпайсың ғой, мен мына жерінде тұрамын, мен сені толық кешірген жоқпын. Мен сені кешірген жоқпын, естің ба? Басеке, сіздің айтқаныңыздың бәрін. Құда келді, салты ғой бұрынғының. Құда келді, оркестр. Давай. Естейін. Алпамыс келді, алпамыс. Ең бастысы деймін, алпамысқа қош келдіңдер. Ең бастысы бәрі жақсы ғой. Негізгісі жұмыс дұрыс болса болды екен ғой қазір. Жұмыста да жаңалық жетеді. Жаңалық жетеді. Жақында ғана ет пен сүт өндіретін үлкен завод салдым. Жылдық доходы 7 миллиард теңге болайын деп тұр ғой. Жақсы. Шай ішесіз ба? Одан кейін ана Мырзаке қаланың қақ ортасынан 2 бірдей фабрика салып жатырмын. Әр қайсысы күніне 4 миллион теңге доход әкелейін деп тұр. Мен ыстық тамақта келе берейін ба?
Одан кейін одан да бір үлкен. Одан кейін айтайық, бір кісілер сиыр сойып жібермей тұрғанда. Дастарханға жайғасыңыз. Мен енді мына дастарханға жайғаспас бұрын келген шаруамды айтайын. Енді Мырзеке, сіздерде қыз бар, бізде ұл бар дегенде. Енді я. Ассалаумағалейкум, Мырзеке. Қалайсыздар, Мырзеке? Жақсымыз. Амитах Баччанға ұқсайды екен. Қалайсыздар, Мырзеке? Жақсымыз, өздері қалайсыздар? Сіздер жақсы болсаңыздар, біз де жақсы боламыз ғой, Мырзеке. Сіздер қуансаңыздар, біз де қуанамыз ғой, Мырзеке. Сіздер күлсеңіздер, біз де күлеміз ғой, Мырзеке. Айттым ғой бір жерден көргенде осында. Нартай жатқан төрелтейік, қош келдіңдер. Жайғасыңыз. Бірден танысып қойыңыздар. Мынау Алпамыс деген бауырымыз. Ассалаумағалейкум. Алпамыс, бұл Нартай. Алпамыс баяғыда бизнесті бірге бастағанбыз. Қазір үлкен меценат. Ал енді Алпамыс, мынау Нартай деген бауырымыз. Иә, мен боламын. Нартай бұл аталар үлкен аристократ болған. Өте даңқты, дәрежелі, атақты, өте танымал кісілер болған. Сол кісілердің ұрпақтары бол. Мырзеке, келген жайымды айтайын. Білесіз ғой, қатты араласым келді. Көрші болдық, бірақ көшіп кеттіңіз. Енді жұмысқа байланысты. Қасыңызға жұмысқа тұрдым, бірақ көтеріліп кеттіңіз. Енді жағдай солай болады кейде сол. Енді бір араласудың жақсы жолы шығып тұр да, Мырзеке. Сізде қыз бар, бізде ұл бар дегендей. Кешірім сұрайым. Ұл тек сізде емес, бізде де бар, если что. Құтты болсын, ұлды болдыңыз ба? Сен сияқты осы үйдің қызын қолын сұрап кеп тұр менде. Еще бірінші келдім, очередке тұр отыр. Дұрыс қой, дұрыс. Мырзеке деймін да. Мырзеке, ана біздің үйдегі бала Францияда оқыған ғой. Францияда оқыса онда? Солда сөз бе қазір? Франция деген мына тұрған жер ғой. Менің балам Америкада оқыған. Америкада оқыған. Ассалаумағалейкум, Құдеке. Құдай тыныштығын берсін, Құдеке. Бізді қамбағалдар шақырмайсың да, дастарханға. Бір шақырсаң болады, Құдеке. Құдай тыныштығын берсін. Рахмет. Жәнібек фермер. Фермер екен, көрініп тұр, қолын жұлып алайын деп қалды. Құдеке, сразу жақсы жаңалықтан бастайын. В общем, екеуміз құда болдық. Құдасы несі? Бұлай, в общем, Құдай тыныштығын берсін, бір түс көрдім. Түсімде бір іс көрдім. Сұңқар деген құс көрдім. Сары автобус пазик көрдім. Бала шомылдыратын тазик көрдім. Орнынан ат тұрдым да болып Мырзекеңмен құда болам дедім. Құдай тыныштығын берсін. Тоқта. Ана сұңқарың мен сары пазигінің құдалыққа не қатысы бар? Ол былай, Құдай тыныштығын берсін. Анау сұңқар біздің бала. Мырзекеңнің қызына келе жатыр да, зор болып да. Анау сары пазик автобустың ішінде біз отырмыз. Сіздің үйге құдалыққа келе жатырмыз. Анау тазиктегі немере ғой. Тоқта. Егер сен де осы үйдің қызының қолынан үміттеніп кеп тұрсаң, конечно, онда кешігіп қалдың. Ана сары пазиңе отырда ауылыңа тай жүр. Айналайын, біз о қызды кішкентай кезде бұрандап қойдық қой. Бұрандап қойған саған гостиница болып кетші бар. Мырзеке, келіңізші маған, Мырзеке. Мынау енді бірден іске көшпесем де кешігіп қалатын түрім бар ау. Енді Мырзеке, мына біз енді сіздерді сырттарыңыздан үнемі бақылап жүреміз ғой. Сіздер сондай бір жайнап, жадырап, жарқырап жүретін жарасымды жұптарсыздар сіздер. Соған орай біз сіздерді алтынға теңейміз ғой. Сіздер деген таза саф алтынсыздар ғой сіздер. Рахмет. Енді мынау одан ары қарай жарқырай түсіңіздер деген ниетпен алтындай бір кішігірім сыйлық алып келмем. Мынау ой бекер ауру. Құдағиға алтын алқа. Ой, рахмет. Мынау өзіңізге Мырзеке алтын сағат. Кішігірім ғана ғой енді. Рахмет. Енді бізде бір қазақта жақсы сөз бар ғой. Сыйға сый, сыраға чечил деген. Қай қазақ айтып жүр оны? Чечил емес, балде.
Бал. Ой, кешіріңіз, сыйға сый балға чечіл деген. Ошын бере берші. Мына шапанды арнайы сізге тіктірдік. Иә, арнайы өзіңе осы шақтап, алпамысқа ыңғайлы болсын деп. Кит. Тура келді онда маған. Арта берсін деп. Дұрыс қой, дұрыс. Байлар алтынды жақсы көреді. Конечно. Бірақ мен Мырзекенді алтынға қимай отырмын да. Өйткені біз Мырзекен тұнып тұрған бриллиант қой, қараңыздаршы. Көреген мықты ювелир екеніңді білемін ғой сен. Сол үшін Мырзекенге бриллиант сағат, құдағиға бриллиант комплект. Алтын дейді құдағда. Рахмет, рахмет. Әурен болған қандай жақсы болды. Кешіріңіз, мынау сізге бір-екі размер тар секілді. Да. Құдеке, құйып қойғандай ғой үстіңізге. Мынау енді тура өзге арнайы өстік. Құдай дейшігін берсін. Құдеке, мал. Ой, қандай... Мал несі? Мал несі? Сен айтып отыр ғой. Ой, мал берем дейм. Мал. Мал. 100 бас түйе, 100 бас жылқы, ана үстіне 100 бас сиыр, жаңа қалың малға 1000 бас қой, ары қарай жағдай жоқ енді. Құдай тиішігін берсін әйтеуір. Құдеке, мынау енді көпті көрген шапан. Байқадық, маған дейін екеуін көріп тастады ғой құдағи. Сізге күшті жарасып тұр. Арнайы Жәнібек, шапанның үстіне киетін шапан ғой мынау. Мырзеке, бір минут. Мырзеке, бір минут. Алпамыз, үлкен кісілер сөйлесіп тұр, күте тұрсыз кішкене. Мырзеке, тыңдаңыз, Мырзеке. Әңгіме тура сол малға кеп тіреліп тұрған болса, онда айтайын менде. Менің ата-бабаларымның барлығы мыңғыртып мал баққан жандар. Сол мыңғырған малдың арқасында кеше ғана аштық соғыс жылдарында тамақтан таршылық көрмеген. Елдің бәрі аштан қырылып жатқан кезде менің аталарымның барлығы бір мынандай қарып байлап жатқан. Мынау солардан қалған қарын міне. Тек заман өзгеріп, ана малдың барлығын біз үлкен бизнестерге алмастырдық. Егер мал керек болатын болса, ана бизнес таламда қайтадан малға айырбастай салам бол. Ал менің аталарым Совет өкімет кезінде лауазымды қызмет атқарған. Ал әкемнің еңбегін бүкіл ел біледі. Ал малға келетін болсақ, менің атам бір өзі бір қойдың етін жеп қойған. Ал керек болса, Бір өзі бір қой жеп қойған. Құдай тиіштігін берсін. Менің атам бір өзі бір сақбоз жеп қойған. Ондайды айтпайтын бет негізі? Менің атам Наполеон. Ал. Какой Наполеон? Какой Наполеон, хозяйка? Сіз маған не айттыңыз? Не айттым? Десертке медовый торт дедіңіз, дұрыс па? Красный бархат дедіңіз, дұрыс па? Сіз маған Наполеон айтқан жоқсыз. Наполеон деп жүрмесін, айтып қойыңыз қазір, иә? 3 құдаға 3 девочка дайын. Оны айтып қойыңыз. Девочка дейсің ба бізге? Ол торт молочная девочка. Кешірайын. Төрлетіңіздер, қош келдіңіздер. Енді мына сіздердің мақтаныштарыңызды естідік. Әркімнің өз мақтанышы бар дейді ғой. Сол сияқты біздің де мақтанышқа кішкене назар салып отырыңыздар. Біздің мақтанышымыз, біздің абыройымыз өздеріңіз көріп тұрғандай міне алдарыңызда. Біздің мақтанышымыз енді... Қойыңыз. Жоқ, мен ештеңе істеген жоқпын ғой. Біздің мақтанышымыз, абыройымыз, әулетіміздің мақтанышы. Бизнесіміздің мақтанышы. Әзіл деп жатыр. Қойыңыз, ет болады. Үйіміздің мақтанышы. Қойыңыз. Бұл болмаса біз ешкім емеспіз. Ыңғайсыз болды ма? Сондықтан біздің мақтанышымыз міне алма. Жеке өзіміздің бақтан ауыз. Алма бақта арнайы баптап өсіретін, әлемде экспортта өзі қазы осы алма ғана, біздің алма ғана. Керемет екен. Иә, неше түрлі сорттар бар. Ешқандай бір алма теңесе алмайды қазір. Біздің елде осы біздің бақшамыздан, өзіміздің бақшамыздан өндіріп шығарады. Неше түрлі сорттар қазір. Әлемде жүр қазір. Бірінші орында тұр. Енді бұл алмаға мен енді қашан енді қазір өзім айтсам бір мақтанғандай болар. Иә, әрине, құрметті құдалар мен мырзалар деп қояйық. Алманы көрдіңіздер ғой. Қандай алма қарасаңыз да шіркін жалтырап тұр ғой. Алма қандай болса, алманың иесіне қарасаңыздашы. Біздің Мырзекең шіркін қараның ағы ғой. Иә. Алтын адам жер астында болса, тірі алтын адам көз алдарыңызда. Байлығы бір төбе, жомарттығы бір төбе, қолында барды аямайтын
сүйген жарын аялайтын Мырзекен ғой бұл шіркін. Мен өзім қатты мақтау жақты көрмеймін, өзім білесіңдер ғой. Сен кім ондайды артық кете бер, артық айта бер. Мырзекеңнің абыройына келетін болсақ, тек қана Қазақстанға емес, әлемге әйгілі деп мақтанып айта аламын мен, құрметті қонақтар. Сен чересчур ондай кете бер, кете бер. Мырзекеңнің тек қана бұл жердегі емес, шетелдегі, Дубайдағы заводтары, қаншама мұқтаж жандарға қолын беріп көмектескені, қаншама ақша беріп. Босама бауырым, өте дұрыс айтып жатыр. Мына бала шындықты айтып жатыр. Мырзеке, біз барлығына келісеміз, дұрыс қой. Енді жалпы Мырзекең жайында айта берсең, таң атыруға болады ғой. 2 таң атқызуға болады. 3 таң атыруға болады. 4 таң атқызуға болады. Ай, жарайды, 5 болсын. Сізге де емес, маған да емес, 6 таң болсын. Мейлі. Енді мына Мырзеке маған әсіресе ұнаған жері анау байлығының өзі бір төбе деп керемет айтты. Өйткені мен балама айтатынмын, мынау егер сен үйленетін болсаң, ертең бірінші біз қыздың байлығына қараймыз деп. Дұрыс. Сөйтіп балам үйленетін жасқа жеткенде бүйтіп жан-жағымызға көз саламыз ғой енді. Байлығымызбен пара-пар, дәулеті теңдес кім бар деп. Мырзекең бірден ойымызға түседі. Қазақта айтады ғой анау, бай мен бай құда болса, арада жорға жүреді дейді. Ендеше Мырзеке, екеуміз құда болып, араны неге жорғалатып қоймасқа деймін ғой. Ой, супер. Дұрыс қой, дұрыс. Бірақ аталарымыз айтады ғой, қыз алсаң текті жерден ал дейді. Біз Мырзекен екеуміз текті жерден адамдармыз. Сол үшін, егерде құда болсақ, жастарға одан артық не керек, дұрыс па Мырзеке? Сөзіңнің жаны бар. Құдай тиіштігін берсін. Мен балаға айтам, алсаң сразу красавицаны ал деймін да, сұлуынан. Бірақ қасында ертіп жүргенге зор болады да олар ше. Анау мынау жерде бүйтіп киімің онша емес болса да қатыныңа қарап сына береді. Соны айтамадым ғой балаға, ең болмағанда сен сұлуынан ал. Біз қоянды, сұлу қатынға жарымай қалдық деп қоянды. Құдай тиіштігін берсін. Әңгімені өлтіресіздер Дені сол ма сенің? Кешіріңіз, мен сезімге беріліп кеттім. Сенсей, кешіріңіз. Біздің енді алмаға қараңыздар, енді алма туралы айтып жатыр едік осы. Алма туралы айтатын болсақ, бұл енді мен айтқаным артықтау болар алма туралы. Бұл алма туралы қалай бапталады, қалай бұл пайвандалады, сорттарын қалай жасайды, бұл туралы біздің осы бақшамызда 30 жыл қызмет етіп жүрген бағбанымыз бар. 30 жыл дейді? 30 жыл, иә. Жас көрді екен. Жай бағбан емес. Бұл арнайы Италияда оқып келген бағбан. Италиядан оқып? Италияда диссертация қорғап, осы алманың неше түрлі сорттарын жасап. Қазір әлемде осы алма біздің айтып тұрмын ғой, бірінші орында. Сол алма туралы енді осы біздің бағбаның бір-екі ауыз айтып кетсек. Арнайы Италиядан оқып келген біздің Жан-Мануэль бағбан. Қош келдіңіздер, құдалар. Дұрыс айтасыздар, ең бірінші сұлулығына қарау керек, тектілігіне қарау керек, байлығына қарау керек деп жатсыздар. Мен осын толықтырғым келіп тұр. Ең бірінші имандылығына қараған дұрыс сияқты. Білесіздер, байлық ол кетеді, сұлулық тағы да кетер, тектілік өз алдына. Бірақ Алладан қорыққан қыз, ол әрдайым. Құдай тиіштігін берсін айтыр. Әкесі 90-шы жылдар Италияда молда болып істеген Жан-Луи имам деген кісі сол молданың қызын айтып жатыр да. Просто әшейін. Не айтып кеттің да балаға? Кеше алмағашынан құлақ қойып еді кішкене. Аталарымыз туралы әңгіме айтып жатыр еді қой. Әркім өз атасын мақтайды дегендей. Бәріміздің аталарымыз жақсы ғой. Бірақ десе де осы аталар туралы Төле би бабамыздан артық айтқан адам жоқ шығар өзі. Аталар туралы Төле би бабамыздың керемет сөздері бар. Төле би бабамыз былай дейді. Аталар туралы. Есіме түскенде айтып беремін, керемет айтқан еді Төле би бабамыз. Күшті айтқан бар. Біз енді өзіміз қобалжып, кішкене первый раз. Кім ішпейді, кім сөз айттырмайды ма? Қызымыз ойламаған жерден аяқ астынан бой жетіп кетті. Ойлаған жерден байтыр.
қобалжып тұрмыз енді. Қызымызды біз жай ғана бұлай құдалық қып емес, той жасап, ұзатып шығарып салсақ па деген ойымыз. Міндетті түрде солай істеу керек. Жол сол ғой оның. Құдай жаңа құда келіп біздің үйге қарай деп қойып. Жоқ деймін да, біздің үйге деймін. Біздің үйге деп жатырмын. Жақсы, бірақ десе де қарап отырсақ, жай той емес, біз дүркіретіп, керемет той жасағымыз келіп отыр еді. Бұлай есептеп қарады, бұлай есептеп қарап сөйтсем, тойға әжептәуір қаражат керек екен. Қаражат болу үшін енді бір тұрақты жұмыс бола керек. Сондықтан да біз қазір енді осы жұмыспен қаражаттың ай келмей тұрғандықтан тойды 1-2 жылға кейінге шегере тұрсақ па деп отырмыз енді. Ай Мырзеке, осы жұрт қызғарылғақ абыройлы қызметіңіз бар. Сізге қаражат мәселесін қозғаған сәл ұяттау екен енді. Иә, осы жөтеле берме. Ауру екен деп ойлап қалады кез. Басын ашып алайық та. Айтайық. Дұрыс қой, әңгімелеріңіз дұрыс, бірақ аяқ астынан сондай бір жағдайға тап болып отырмыз енді. Кеше тексеріс келіп, кемшіліктеріміз шығып, қазір бәрінен айырылып отырмыз. Қазір үйімізден де, жұмысымыздан, қызметімізден, көлігімізден бәрінен айырылдық. Шынымен бәрін тартып алды енді. Өзіміз аман қалғанымызға шүкір деп отырмыз қазір, шыны керек бір. Әзілдеп тұрған шығарсың Мырзеке. Соны айтамын. Әзіл болса бәріміз тарқылдап күлетін едік қой қазір. Әзіл болмай тұр ғой сол. Шынымен сондай болды. Аяқ астынан бәрінен айырылып қалдық енді, білмеймін. Өмірімде бірінші рет бұлай бірден басымнан бағым ұшып кетті мен. Шынымен не істеріміз білмей қалдық. Қалай болады, не істеріміз, қайда барамыз? Шынымен не істеріміз білмей қатты қиналып қалдық, шыны керек. Сондықтан мен кешірім сұраймын. Бірақ сіздер құда болайық деп хабарлас дегенде қатты қуанып кеттім ғой мен. Шыны керек. Алпамыс құда болайықшы деген кезде мен қатты қуандым осы. Алпамыспен құда болсам құда болайыншы. Бүткіл жоғалған байлығының бәрін бір сәтте қайтадан қалпына келтіріп береді ғой деп қатты. Дұрыс айтасың ба? Жақсы жігіт Алпамыс. Мына енді шапан осы кісіге лайық негіз құда болған. Өте жақсы жігіт мына. Нартай құда болайық дегенде мен ойладым, Нартаймен құда болсам қандай керемет. Бүткіл жоғалтқан абыройымның бәрін бір сәтте қалымда келтіреді осы Нартай деді ғой. Өте дұрыс ойлағансың ғой. Мына тарихта жалпы шапан дегенде тектілерге жапқан екен ғой. Оның үстіне маған 1-2 размер тарма мынау. Мен енді шыны керек Нартайжан жанымен хабарласқанда ойладым ғой. Байлығы бәрі құрсын тастап, осы мыңғыртқан малды айдап, өрісі жатайыш бір фазенді ашып алып деген ой келді ғой шыны. Малдың мазасы жоқ қазір Мырзеке, қырылып жатыр бәрі. Енді бізге ешқандай бір ерекшелігі жоқ. Қайсыңызбен құда болсақ та қуаныштымыз. Ойбай! Қалай ғана есімнен шығып кеткен ей, жаңа баламыз звондап, ой әке мен үйге қыз әкеп қойдым ғой, о жақтан неғып жүрсің дейді маған. Жаңа звондап. Қалай? Көбі Алпамыс, бәріміз қарап отырмыз, ешкім звондаған жоқ. Звондаған жоқ. Звондады, иә. Қай жеріңе звондады? Жүрегіме звондады, жүрегіме. Әке болғасын сезбейсің ба? Балаң не істеп жүрген? Ана бала точно үйге қыз әкеп қойды. Сондықтан енді Мырзеке ренжімейсіз, біз құда бола алмаймыз. Алпамыс қыз. Ой, болды қойыңдаршы. Алпамыс енді. Ойбой! Есімнен шығып кетті ғой, Мырзеке. Ана біздің бала мектепте оқиды екен ғой. Сіздің қызыңыз үлкен, мен балам кішкентай. Өбе ештеңе етпейді, өзім баласына қарағандай қарап жүрді ғой. Ана біздің бала бұзық. Тәрбиелейміз. Сотталған. Өзім жақтырмаймын со баланы. Кеше 5-ші этаждан құлапты. Мынауың адам ба, терминатор ме? Сол үшін Мырзеке, ренжіменіз, құда боламайтын сияқтымыз. Ренжіменіз. Кешірім сұрайым. Құдай тиіштігін берсін енді. Тиіштігін берді ау деймін осы. Ойбой! Ойбойдан қорқатым отық осы. Мырзеке, жаңа түстің соңын айтуды ұмытып кеттім ғой. Әне бір қабақтай біреу отырып бәрін бұздай. Соны айтыңызшы түсті. Біздің үйге келе жатқан Сарпазик. Құдаларды айтыңызшы. Сол аударылып қапты. Автобус аударылып қапты. Аударылып қапты. Жарамай қапты, қайтып кетті. Онына сұңқар бар еді ғой. Біздің үйге шығып. Сұңқар ұрғаш екен. Как? Ұрғаш дейсіз. Менде 4 қыз екен ғой, ол жоқ екен ғой. Есе шығып кетті ол.
түс көрген ғой әжең. Түс деген ол түлкінің боғы ғой. Жәнібек, оған сенің қажет жоқ. Сонымен құда болсақ, былай құда боламыз. дастарханға жайғасып. Мырзеке, мен жүре берейін. Жоқ, құда болып, құдаласып. Төртеуі де кеуге шығып кеткен. Мынауыңыздан ауыз тиін де жүре берейін. Тамаққа рахмет. Ет сал, үлкен. Ет әкел. Дастарханға отыр. Құда болсақ, былай құда боламыз енді. Ой! Су! Мынау алма ма? Алма? Мынау у ғой. Нет. Мынау алма емес, у мынау. Өзіміздің бақшаның алмасы ғой. Мынау сенің бақшаң білмеймін. Мынау у ғой, адамды өлтіру үшін шақырып тұрсыңдар, айналайындар. Басқасын алдырайын. Не деген адамсыздар? Құдай сақтасын. Құдай түйістігін берсін. Керек емес. Жақтырмасақ жақтырмадың деп айтпайсыңдар ма, айналайындар. Басқасын ал. Керек емес басқа. Былай тұршы айналайын. Құдай түйістігін беріп тұрған. Жәке? Жәнібек. Ойбай. Қайдана бағбан? Бағбан. Қайдана бағбан? Қайда бағбан? Официанты тез лағман, 2 порция. Какой лағман, бағбан? Не істедің? Не істедің сен? Не істедім? Не істедің демей жүрген? Сенің кесіріңнен бәрі кетіп қалды. Бәрі қуып жіберді ғой әжене. Мен ешнәрсе демедім, Басеке. Мен саған не алып кел дедім? Не алып кел дедім мен саған? Әдемісің, көріктісін алып кел дедіңіз, Басеке, алып келдім ғой мен. Қайдағы сен? Құртаған, шірген, ашыған. Ананы жеп, қақалып шашалды мына жердегі бәрі кетіп қалды ғой. Басеке, сіз бәрі қуып жібердің. Жоқ, әдейі істедің, сен маған кек алғың келді. Жоқ, Басеке, сіз маған алма қара дедіңіз, тазала дедіңіз, әдем көріп, бірақ дәмін көріп алып кел деп айтпадыңыз. Мен рұқсатсыз оны қалай жеймін? Өтірік соқпа, сен не мыңдаған алманы ішсе, сонда алманың біреуді жеген жоқпын деші. Дәмін білмеймін деші. Жемедім, Алла куә, Басеке. Мен бір алманы рұқсатсыз жегенім үшін сіздің кешіріміңізді алу үшін осы жерге келдім. Ал мен оны рұқсатсыз жейтін болсам, Алланың алдында мүлдем күнәһар болам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізді бұл нәрседен тыйған. Біреудің хаққына кіру ол өте қиын нәрсе. Сондықтан мен шын айтайын, Басеке, мен жемедім. Алла куә, Басеке. Өзім сөйлесейінші. Басеке, Алла куә, мен жемедім. Мен Алладан қорқамын. Сенің кесіріңнен құдалар кетіп қалды, білесің ба? Сенің кесіріңнен той болмайды, білесің ба? Сен не істеп қойғаныңды білесің ба? Ақымақ! Құрыдық қой, мырза, құрыдық. Бәрі бітті. Алма жемедім дейді. Так. Болды. Уайымдама. Таптым. Мен таптым. Не таптың? Мықты күйеу бала таптым. Қойша, мырза, әзілдейтін кез емес. Қызымыз алақанына салып аялайтын, еңбекқор, мейірімді, ақкөңіл, шыншыл, өтірік айтпайтын, ең бастысы кешірімді күйеу бала таптым. Ондай адам өмірде жоқ, мырза. Бар. Құдай өзі жіберді. Алман жеді. Арық жағалап келді. Қораға кірді. Кім? Бағбан. Жоқ. Я. Жоқ. Я. Жоқ дедім мен. Сен жоқ дедің, мен я дедім. Айттым бітті. Қызымыз енді бақытты болады. Ал сен Бағбан. Келіспеймін десең, мен сен кешірмеймін. Мына жерінде тұр әлі. Мына жерінде тұр. Сен жинаңдар, палатканы жинаңдар, столдар жинаңдар, кетеміз, той болмайтын болды. Келесі жол. Болады. Той болады. Хорошо, ол кезде хабарласасыздар ғой мен. Лауский той болады. Білем, мен басқа тойларым бар еді, мен кете берейін. Жоқ, жаса. Бәрісі керемет той болады. Түсінбедім. Құдалар кетіп қалды, күйеу бала жоқ. Күйеу бала бар. Ау? Бар күйеу бала. Менің басым бос емес бірдеңе де. Мен кішкентайымнан атастырып қойған. Сен полный боссың. Лауский күйеу бала бар. Кім? Бағбан. Мен оны қуып жібердім ғой. Қайда? Сіз до конца қолыңызда келсін, артынан 2 алабайды босатып жібердім мен. Тап! Түгі қамаған шығар. Тап! Ұста! Шағыр! Ассалаумағалейкум! Біздің жақта бүгін бір той басталды.
көңілдің сезілгенде лебі жас келіннің лүпілдейді жүрегі шашу бір күн көкке лақтырған ағайынның қабыл болсын тілегі қол ұстасқан екі жас арман асқақ мұратты жарқыраған жүздері иман нұрлы ұятты екеуіне бақ тілеп өмір тілеп шуақты қуанбаған бір адам қалмағанда сияқты бұрын соңды мұндай той болмағанда сияқты рахмет. Заман тобы. Әдеттегідей кешіміздің соңы театрымыздың дәстүріне сай, кешімізде, концертімізде айтылған ар-намыс пен мейірім, адалдықты шынайы түрде жалғасы болсын деп, кешіміздің соңында сіздер болып, біздер болып, бір отбасын қуантып, жақсы іспен тамамдаған жөн көріп отырмыз. Білесіздер, осыдан 2 жыл бұрын Харекет қайырымдылық қоры алғаш болып ашылып, 8 бала шағасы бар отбасын қуантып, Санау Сәтпаевтан бастаған едік. Бүгінде Алланың қалауымен, халықтың қолдауымен 160-қа жуық баспананың кілтін табыстап, осынша отбасыны қуантып отырмыз. Дәл бүгін сахна төрінде сіздер болып, біздер болып, Харекет қайырымдылық қорының 2 жылдығына орай үлкен қуанышты сәтке куә боламыз. 5 бірдей бүлдіршіні бар, жалғыз өзі бағып қағып, сол бүлдіршіндердің ішінде 2 баласы Алланың сынағында дертті болған, бірақ дертіне Алла шипа берсін деп сұраймыз. Ана бар жүрегіндегі ықылас мейіріммен Алладан шынайы тілеп, соларға бақыт тілеген сәтінде Алла қабыл еткен шығар. Бүгін осы 5 бірдей бүлдіршіннің анасы Мұсаева Гүлмира анамыз бүлдіршіндерімен біздің кешімізде қонақта. Сіздердің ерекше құрмет қошеметтеріңізбен ортаға шақырсақ деп отырмыз. Мүмкін болса. Ал қадірменді ағайын, ерекше құрмет қошеметпен бүлдіршіндерімізге, анамызға баспананың кілті табысталды.